Өтінем, тоқташ! Тоқтаңыз! Қосалдашы, терікті жапса бермедешін, ЛГБТ бесіндер майдалы. Ержан, я же вас сегодня выписала. Ауырып қалған кезде қасыңыздан кім табылды? Бүкіл шаруаларын тастап, шапқылап келіп, сізге. Көшім бар ғой қыздар. Папама күтім керек. Оның менің бір ұсысым бар. Папамды үйлендірейік. Давай. Шынысыңдар ма? Менде күшті кандидатка бар. Шаруасы бар. Менде как раз папик бар ғой. Кім? Менің папам? Үй бар ма? Коттедж, 2 этажды. Подвалмен қысқанда. Қанша күнге келдіңдер? Күйеуім қайтыс болар алдында енді ешқашан ешкімге тұрмысқа шықпаймын деп уәде беріп едім. Бірақ бар ғой, қолымды креш жасап артыма ұстап тұрғам. Саналмайтын шығар, Мен де жас балаша алдап. Неге менің өмірім арбаса бересіңдер? Қашан туасың ба, туаласың ба өзі деп. Ел болып та жарытпадым. 18 жастағылар ата-анама үй алып бердім деп жатады. Ал мен сізге не алып бердім? Кредиттің бәрі менің атымда. Айтпайсың мама. Енді айтамын. Естеріңде болсын, мен сендерді қандай болсаңдар да жақсы көремін. Я ведь знала вашу жену. Такая приятная женщина. Была. Жасың нешеге келсе де, сен мен үшін кіп-кішкентай сүйікті қызымсың. Типа по сценарию кешегі батыр ол. Типа образы сондай қылып ша. Өйткені нете алмаған ғой. Ақтай алмай ма? Түзей алмаған. А оны жұмыстан шығарып жіберу варианты. Шығар жерді 2 айдан кейін шығар жерді. Сен кеттік па? Кеттік. Жұмыстан шықпай жатырмын ба деген жоқ, бұл рубрика деген ғой. Рубриканы шығарып жүрсің. Мен сценарий бойынша шығып баратырмын, негізі шықпай Әлі жатырмын. жұмыста жүрмін деп ойлап жүр. Бірақ айлық жоқ. Иә, жігіттер, қош келдіңіздер. Басталды. Қайырлы күн, қайырлы кеш. Сәлем достар. Қайырлы күн, қайырлы түн, қайырлы кеш, қайырлы таң, қай уақытта көріп жатсаңыздар да біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Жазира Еркін және бүгін менде қонақта интеллигентна қу жобасы. Қай жаққа? Дархан, Данияр, Нұрмахан және Ғалымжан. Қалай, настроение күшті, иә? Ғалымжанның алдында бір пауза болды, бір. Битсе, Дархан, Данияр, Нұрмахан, Ғалымжан дейді. Ғалымжан, иә. Ғалымжаным десе. Жоқ, жанды ұзақ сөз керек қой, Ғалымжан да. Жарар енді. Үйде келін басқарады екен. Келін жайын жейік та қайтайық. Келін жайға қош келдің. Иә, пока осындай қағаз не стакандарға құйып берем. Бізде үйде эко ғой, эко. Эко? Бізде деген қалай кетті? Жарайды. Неде болса күшті ғой, сияқты сылдырламайды. Біз және Жазира. Ары кетсе жыртыла ма? Және Жазира айтты ғой, бізде осындай қағаз стакандар деді ғой. Бәрімізге қарасам, бесеумізде, төртеумізде су ішіппіз ғой. Ешкіміз келмесе де просто айтты да. Стакан десе суши дегенбіз, оказывается. Видеодан көрсеңдер болады, қайтадан айналдырып. Төртеумізде су ішіп. Бірден ба? Иә. Синхронда кәдімгідей. Бұл флешмоб. Қонаққа барасың ғой, жеңдер десе жек кетесің ғой сразу. Бірден ба тойып тұрсаң да. Папа болсаң да. Иә. Мә, рахмет, вообще приятно сіздер келгендеріңіз маған күшті настроение беріп тұр. Бұл подкаст Кім настроение түсірді? Осының алдында кім болды? Неге Нұрмахан сөзін бөледі Жазираны дейтін комментарий Көшеде көріп Безука қойса, иә, телефондарыңыз. Бұл подкаст. Иә. Қызым Бұл фильм. подкаст Қызым фильміне арналған подкаст. Жақында 29 қаңтардан бастап Қызым фильмі барлық кинотеатрларға шығады. Бұл драмеди, жалғыз басты әкенің оқиғасы туралы. Ауыр кино екен ғой. Негізі, иә. Негізі, иә. Қызым деген кезде андай өзін Жүретін қызың емес қала. Иә, сол туған қыз жайлы ма? Мен жүретін қыз деп. Да? Қай қызыңды айтайын деп едің, Гала айта отыр. Бізге де қызық қой. Гала? Бұл подкаст фильмге дейін шығады ғой, иә? Данчомен шуттан сұрап жүріп Иә. Онда келе жатқан премьера құтты болсын. О, рахмет. Миллиардтан асын. Қазір миллиардтан асу дейтін модда екен. Сән ғой. Сән ғой. 3 миллиард жинасын. Рахмет. Мен реалист болайын ба?
Өз-өзүн жапсын. или Өз-өзін жапсын. Жоқ, өз-өзін жаба тұра, жүзінен пайда тапсын. Мен қазір раунд жасаймын ба? Өз-өзін жауып, сыртқа шай ішетін ақшасы болса. Раунд жасаймын, уже өз-өзін ақтап қойған деп тұр ғой, да? Мен раунд жасайын. Көрерменнің ілтипатына бөленсін. Енді біз негізі касса үшін түсірмейміз ғой? Көрерменнің ілтипаты қазір сумма курс бойынша қанша болады? Көрерменнің ілтипатына бір 50 миллионда жетпей қалды. Кешкісін Қазіргі ілтипаттар қымбат. Кешкісін күнде ілтипат жейсің ба сонда? Тәтті ілтипат. Ақша керек. Автосалонға келіп, Ақтасын. ана көлік қанша ілтипат тұрады? Квартираның айлы ақшасы қанша ілтипат екен, апай? Тамаша. Шынымен де көрерменнің ілтипатынан да шықсын, және де касса жинасын. Иә, бұйырса. Бірінші көрермен ілтипаты ғой дейсіз, дұрыс айтып отырсыз, негізі. Тамаша. Араларыңызда әкелер бар Ешқандай ғой. махаббат жоқ арамызда. Доспыз әшейін. Арамызда 2 әке бар. 2 әке бар, 3 бойдақ бар, мені қосқанда. 2 әке, бір ата. Және 1 бойдақ. 1 бойдақ бар. Мен әрі атамын, әрі 3 адамның рөлін сондай алады. Ема сен еще әкесің ғой. Талай гастрольдеттің ғой сен бәле кезінде. Ол нәрсе айтпаймыз дедік жігіттер. Да. Ол қыздар жайлы айтпаймыз. Ол қыздар туралы. Так, Неге біз арамыздағы сондай образ қалыптастырып жатырмыз? Нұрмахан пәк екенін бәріміз білеміз. Мен пәкемін. Пәке. Ал пәке, рұқсат болса әкелерге сөз берейік. Төрде отырған әкелеріміз сөйлесін деп ше. Сіздердің қыздарыңыз бар, иә? Иә. Менде қыз да бар, ол да бар. Күреске қатысам. Сіздің қызыңыз Сіздер кішкентай ғой? Иә, бірде. Кішкентай. Иә. Алдында бір подкастта естіп қалдым, құлағын тескен туралы, укол салған туралы. Біздің шоу подкаст. подкаст дейді, бірақ ел Ой, кешірім сұраймын. Оны стендап деп айтатындар бар. Төртеуміз отырамыз ғой. Сырды айт. Стендапқа келген. Сырды айттым, мен интеллигентно худо айттым. Сен сырды айттың ғой. Бірақ интеллигентно ол бірінші шықты ғой. Интеллигентно ху, по-моему, Ботамиямен ба? Баян Сұлу. Баян Сұлуды айтқам, иә. Иә. Енді Даниярдың қызы 1-ші сыныпта қазір. 6 жаста. Иә, мен вообще таңға қалдым. Өткенде Қайрат Нұртастың концертінде бірінші рет отбасымен көрдім ғой. Қайрат Нұртастың қызымен шықты, мен де қызымен деп. Әрине менікі қатты бұл. Концерт демекші, сол кезде концертке бізді енді шақырды ғой. Сол кезде вип-зона деп айтты ма, сол жерде. Жұлдыздар жүретін. Который мен берген сендерге. Гала бізге. Иә, бәрімізді Гала шақырды ғой. Арамызда жұлдыздармен етене жақсы араласатын, ол Галожанова. Гала бізге билеттер берді жаңағы вип-зонаға. И ол концерттің алдында тегін деп айтсайшы, тегін берді. Тегін берді, Гала, Аллаға шүкір, осындай досым бар екеніне. Оған біреу тегін берген, ол бізге тегін берді. Бірақ біраз ілтипаттар жұмсалған оған. Сөйттікте концерттің алдында бір 2 сағат бұрын ерте барып алдық, вип-зонада кәдімгі палатка болады. Тамақ, крафт, әртүрлі, енді концертті күтіп жүресің. Сол кезде біз Данияр келіншегімен, қызымен барды, мен де келіншегімен, қызымен бардым. Сол кезде Жазира келді. Біз енді ертерек барып алдық, тамаша өтіп жүрдік те. Жазира келді. Деді, амандасты, Айсәнімді көрді, қызымды. Сосын алуға бола ма деді. Жарайды деп. Бір түрлік енді алуға бола ма? Жарайды деп, Айсәнімді қойып. Сөйтті де, айда тұрды. Жат болмай ма, бере салайын, сұрап тұр ғой деп. Туалармыз? Жалқыма деп. Айда ана жағынан ұялып тұр енді. Біздің бала ғой, бізде бала ұстау дейтін енді біреуге жүк сияқты болып көрінбесін дегені ғой. Мазасын алып, енді көтеріп. Тем более концертке келіп тұрсыңдар. Иә, тем более, салмақ уже нормально ғой. Куртка киіп алған, сосын жоқ деді, сөйтіп Жазира алды. Біз жүрміз. Бүйтіп қарап тұр Айда сыртынан. Қол тал кеткен жоқ па, алайын ба дейді. Өйтім, Жазира өзі күшті жүр, короче. Айсәнімді аулаған, адамдармен фотоға түсіп сөйлесіп. Айда тұрады. Қол талқаған шығар уже, мен барып алып кеттім. Айтым, жоғы өзі егерде шашысы әкеп береді ғой деп. Жоғы кетік гостиница дейін. Жоқ, күшті тәп-тәтті ғой енді. Мен енді бойда тұрмыс құрмаған адам ретінде балаларды көрсем еміренем. Өйткені көп уақыт осындай орталарда жұмыс уақытында өтеді да, андай бір домашний атмосферада жиі бола бермеймін. Мысалы, өзімнің інілерім бар, сіңілдерім бар, солармен бір жиналған кезде жаңа мауқымды басып аламын да, басқа кезде балаларды көріп қалсам андай деп еріп кетем да. И сол уақытты максимально пайдаланып қалуға тырысам.
өйткені ересек адамдардың энергетикасында көп жүріп қалғаннан кейін баланың энергетикасы қатты байқалып тұрады басқалай. Сол үшін балалы үйдің несі вайбы басқа ғой. Үйге кіріп келгеннен бір көңілді жүре ма бәрі сондай бірдеңе ғой. Жарқын сөйлейді деген сияқты. 15 минутта ол бірақ. Жоқ, 15 минут деген шошақ. Жазира 1 сағаттай жүрдік кәдімгідей. Иә. Бір 15 минут сайын келіп отырады ғой. Алайын айтам жоқ, нормально. Алсаңдар типа жақтырмай тұрған сияқты болып қаласың. Иә, мен айтам да, біз как будто мен айтам да, егер де барып Айсанды алып кетсек, как будто біз баламызды қызғанып тұрған сияқты болып тұрмын да. Мен айтам да, мен Жазираны в принципе түсініп тұрмын. Еще ол бір қолына ұстаған бәрі күшті сөйлесіп тұр, әртүрлі кругтармен. Біз тамақ ішіп өліп бара жатырмыз ана жерде. Сөйтіп концерт басталды. Сөйтіп концерт бітті. Одан кейін жақында біз емнеге бардық қой, сыр жобасына. Галалар шақырды. Аллаға шүкір досым бар осындай әртүрлі жобаларға шақырып тұрады. Тегін шақырды ғой, иә. Сөйттік те енді Айсанды қарайтын бізде енді няня жоқ. Бірінші рет. Жазира жоқ. Иә. Сосын мен андай әзілдеп айтамын ғой, мүмкін сырға Жазира келе ме екен, Галадан сұраймын ба, если что, съемка кезінде беріп қоямыз, ол смело жүре береді. Сөйтіп, иә, Жазираны, Жансаяның сіңлісін айтып папарас етіп, сол жерде съемка кезінде 1,5 сағаттай болды. Да, Гала айтса баратын еді ғой. Баладан екен жігіттер. Біздің баладан екен. Так, осылай ма? Хорошо. Басқа позиция ұстанайын онда. Ал, келіңдер ал. Бергелдеші. Сенің қызың концертте не істеді? Менің қызым білген істеді. Анаяққа шықтым, мынаяққа жүрді. Сосын не ғой? Қазіргі енді барлығында ол проблема бар ғой. Соткада ғой, концерт көрген жоқ менің қызым. Кстати, соны байқадым, иә, соткада ғой. Сотка шұқылап, отырып, анау сахнада бүкіл жұлдыздар ән айтты ғой. Ертең мен ойлаймын, Қайрат Нұртас, менің қызым 20-ға келген кезде де дәл осындай хит болып тұратын сияқты. Өйткені ол біздің баяғыдан жыртып келе жатыр ғой. Мен мектеп оқып жүрген кезде жыртып жатты да, Арман дейтін әнмен. Біз өстік, уже біз ата-ана болдық, әлі жыртып жатыр да. Ертең ол өскеннен кейін мен Қайрат Нұртастың концертінде 6 жасымда болғам деп может айтар. Видеолар бар ғой, фотолары бар. Мен барғам, бірақ маған қызық болған жоқ деп андай мақтанып айтып отырса. Білмеймін кім Қайрат па? Әлі жүр ма сол десе. Мына қызым дейтін фильм жаңа сюжетін айтып қалдың ғой, жалғыз басты әке жалғыз қызымен қала ма или қыздармен қала ма? Оның 3 қызы бар. 3 қызы есейіп өсіп кеткен және әртүрлі қалаларға көшіп кеткен. Әркім өзінің өмірін сүріп жатыр. Кәмелеттік жастан асып кеткен, әртүрлі возрастта. Үлкені 40-тар шамасында болса, ортаншысы 30-да, кішісі 21 жастағы қыз. Енді сен? Мен ортаншысы. Мен ортаншысының рөлін ойнаймын. Ол жерде енді сюжет былай ғой. Жалпы өмірде біз әкелерімізбен қыз балалар көп сырласа бермейміз ғой. Біз еркелеуіміз мүмкін, бірақ енді миллениал ретінде айтайын, әкемен сырласуға көп мүмкіндік болған жоқ. Оларда, тем более анасы ертерек қайтыс болғандықтан, басқа қалаға көшіп кеткендіктен әкесімен байланыс үзіліп кеткен ғой. Эмоционалды байланыс деймін да. Демек, жалпы байланыста ғой, біледі бәрі аман есен, жаңағы сыйласады, жақсы көреді, бірақ бір-бірінің проблемасын жасырып қалғанда. Білмейді да әкесі қыздарында бәрі күшті деп ойлайды. Және қыздары да әкесінде бәрі дұрыс деп ойлайды. Негізінде бұл фильмнің түпкі мағынасы мына отбасылық құндылықты көтере отырып, әке мен қыздың арасындағы жаңағы жақындастықты ашу ғой. Негізі диалог көп жүргізу керек, бір-бірін мойындау керек. Иерархия бойынша, мына психологияда айтады ғой, иерархия бойынша әркім өзінің рөлін атқару керек деген мағына. Өйткені көбінесе балалар өзім білдімге салып кетеді, негізі қыз балалар. Типа, болды, мен осы өмірді түсіндім, значит, бүйту керек, сөйту керек, бірақ көбінесе әкемізден не сұрай алмай жатамыз, көмек, мысалы, проблемамызды айтуға қысыламыз, ой, уайымдап қалады депші. Сенде сондай бола ма? Менде ондай... Өзім білдім, өзім толдым дейтін момент болды ма сенде? Обязательно. Менде ондай болды, біз көп балалы отбасыдан шыққандықтан. Мен 5 баламыз. Мен 4-шісімін. 4 қыз, 1 ұл. Ол кенже ма? Ол ағам. Екінші. Екінші. Екінші ма? Иә. Үлкен әпкем. Бізде мынандай ғой, кішкене ес біле бастаған кезде мен түсіндім, менің әкем және анам жасы келіп келе жатқаншы. Енді баяғыдағыдай қаталдық жоқ, қатты контроль жоқ, уже немерелері бар, фокус деген мына жаққа кетіп қалғанда, мен уже немерелермен таласам мысалы қазір. Олардың көңілі үшін ба? Олардың көңілі үшін ба? Назарға ма? Иә, назарға таласам.
мен айтамын бұл менің папам десем, бұл менің атам дейді да, ол енді жиірек көреді ғой. Назар дейтін ол кім баласы? Назар. Шерханша. Внимание ғой, внимание ғой. Қазір сізге жетпей жатқан нәрсе. Жаңағындай Назарға таласам, өйткені так, ойым жоғалтып алдым. Назарға таласам дедім. Иә. Өйткені мен атам деп айтады, себебі Иә, жиірек и мен андай қырылам да кәдімгідей, ол менің папам деп ше. көреді. Ананың жылағанына дейін прям қырылам да. Сырттан Өйткені қарасаң ойнап тұрған сияқтысың да, бірақ та. иә, бірақ ішімнен вообще ойнап тұрған до конца деп тұрмын ғой, просто ана папа жаймен бүйтіп деп ажыратып жүрмесе өте қиын. Жалпы андай өзім білем деген категорияға өтіп кетеді екенсің. Өйткені ойлайсың, им же не до меня деген сияқты ше. Қазір әкем денсаулығына қарай ма, немересіне қарай ма, или жұмыс істей ма, или Кезегімен істесін да. да. Ақсақал, сіз солай ойлайсыз ғой да. Да. Үлкен сол ретінде алшы. Айтпақшы, сіздің қарындасыңыз бар ма? Жоқ, мен екі әпкем бар, и мен жалғыз ұлмын. Үйде атмосфера қалай? Екі әпкеңіз андай? Олар үлкен кісілер ғой уже. Мына кісі үлкен болғаннан кейін ол кісілер елестете берсеңші. Олар шынында үлкен кісілер ғой, по идее. Жоқ, енді Апашка ғой деп айта аласың ба? жоқ, былай енді визуально жас көрінеді ғой. Иә. Бірақ Саған уже өздерінің отбасы бар. Олардың Тоқтамас нәрселер деген жаңағы студенттік кезеңдері типа есте бар ма? Бір кринждары бар ма? Андай дискотекаға барып, кешігіп қалып, мама пападан Жоқ, ондай жоқ. Біз өте қатал тәрбиеде өскенбіз. Да? Ислам мемлекеті. Сіз сол үшін үйленбей жүрсіз ба? Жазира, получается, қараңыз. Керісінше қатал тәрбиеде өскендер тез үйленеді ғой. Да? Жазира, қараңыз. Иранда Получается, бағанағы әңгімеден түйін 30 жастағы қыз болсаң да, әкенің вниманиясына 30 жастағы қыздарда мұқтаж, иә, әлі Өте. қанша ол жұмыс жасасын, жұмыс жасамасын, тұрмысқа шықсын, шықпасын, әр қыз по-любому әкеге қыз ба кішкентай болып бәрібір іздеп тұрасың. Иә. Мен мысалы өзім біліп жүру керек екенін. өзім енді Аллаға шүкір да, әкем көз тірі, и анам да бар, назарына жалпы қанық адаммын ғой. Осындай проблемамды келіп айтамын ғой, мысалы қыздарға, мен папам вниманиесі жетіспеді, анау мынау деп бүйтіп жалобымды айтып жатсам, а мен папам көрмегенмін никогда дейді да. И мен вообще бітті ғой, содан кейін проблема айтқым келмей қалады ғой. Мысалы ондай ситуациялар өте көп қоғамда, әртүрлі. Қоғамда папа мама туралы әңгіме айту қорқынышты ғой негізі біреудің алдында, Негізі бұл екі жақты мәселе да, сен сонда басқа адамның көңіліне бола, өзіңнің эмоцияңды да баса беруге де болмайды деп ойлаймын. Айтпаған дұрыс сияқты. Жоқ, енді жалпы айтуын айтасың ғой, бірақ іштей бүйтіп болды ары қарай айтпай қоясың ау деген нәрсе тұрады да енді. Солидарный болып білмей айту бір бөлек, біліп айту бір бөлек. Біз біліп айтып отырмыз. Иә. Мысалы. Жоқ, мысалы айтқым келгені, фильмдағы тақырып енді көп қой, қоғамда да енді көп екен білмеймін, бірақ жалғызбасты әкелер бар. Андай байқайсың ба, әкені екінші рет үйлендіріп жіберу оңайырақ та, чем жалғызбасты әйелде маманы көбісі андай қызғанып қалады, көп бермей жатады, екінші бір бағын табуға, екінші махаббатын табуға. Сондай нәрсе бар ғой. Сол кезде андай біз получается маманы больше жақсы көреміз, неге ондай екен, мысалы? Жоқ, әйел адам негізі самостоятельный бола алады. Да? Есейген шағында, жарсыз өмір сүре бере алады, иә? Қиын емес оған. Бала шағаны бағу, оған да қызық. Жоқ, дұрыс қой, бірақ уже бала шағасы есейіп кеткен болса, жалғызбасты ана болса, менің ойымша оған ол көп нәрсені бақылай алады. Өйткені қабілеті көбірек жалғызбасты әкеге қарағанда. Көп байқасаңдар, әйелінен айырылып қалған кісілер тез қартайып кетеді. Иә, соны мен жиі байқаймын. Өйткені эмоционально, физически, психологически байланып қалғанда. Ер адам көбірек байлана ма? Иә, өйткені тұрмыстық өмірде көп нәрсені өзі істемейді, ол түзде істейді, сыртта істеп жүріп, жұмыс істейді, басқа ақша табу бәрін біледі, бірақ үйге келген кезде ол бүтіндей әйелінің қарамағына берілген адам, көп жағдайда. Ер адам әйел адамның алғашқы ұлы дейді ғой. Иә, сондай сөз. Сенің киімдерің бар жуатын деген сияқты ғой, енді сен басқа әйелдерге бере алмайсың ғой, кейбір киімдеріңді. Сондай өттерде қысылады, тамақ ішкісі келеді, кім тамақ қойып істей жіберсе, бұрында әйелі жоқ, сол сияқты. Еркелей алмайды. Қысылып, соңында сондай ана кезең бар ғой, мысалы, енді Алматыда, Астанада, үлкен қалаларда, мүмкін кішкентай қалаларда да бар ғой, мысалы балалармен тұрасың ғой, ұлдармен.
бірге тұрасың бір пәтерде, 2 бөлмелі пәтерде 36 4-5 жігіт адам. тұра бересің. 4-5 жігіт деп пәтердің иесі көріп отырса десең. Негізі 4-5 жігіт деп алғанбыз квартираны. Бірге тұрасың, бәрі нормальный сияқты. Жаңағы киіміңді өзің жуа бересің, үйді жинай бересің, балалармен келісіп, тамақты жасап. Одан кейін енді үйленесің ғой, допустим. Мен үйлендім, Алматыға келген кезде балалармен бірге тұрдым. Бір 3 жылдай. Сосын үйлендім. Үйленгеннен кейін сендер енді бірге тұрасыңдар ғой, балалар болып. Үйлеріне барам ғой, андай таза еркектер тұратыны байқалады, в общем, андай лас кір емес, просто бір уют жаңағы жоқ. Жылылық жоқ. Иә. Одан кейін біз жаңағы үйдегі жұмыстарға нұрек айтып кетті ғой. Кемістіп атқан кезде гармонның иісі шығады деп. Тестостерон ба, үйге кірсін, пар сияқты ма? Жаңағы үйдегі жұмыстарды үйдегі жаңағы жұмыстар көбінесе әйелің істейді ғой, енді біздікі түздегі жұмыстар ғой. Өткенде Түзде не істейсің? Аулап келмей жүрсің. Конкретно бұрынғыдағыдай түзде не істеп келесің үйге? Кездесулер, түсірілімдер, мысалы бүгін қазір мен мысалы түздемін ғой. Маған түз деп айтуға болады ғой. Сол ғой, досым. Хорошо. Қанағаттанып жауабыңызға. Айта беріңіз. Сөйтіп өткенде келіншегім мен Айсәнім емеге жатты, больницаға жатты, в общем, жаңағы. Иә, біз білеміз. Сол кезде енді 2 күн жатады, 1 күн жатады деді. 2 күн жатады деді емеде, жаңағы емханада. Түстен кейін апарып тастадым, жаңағы анализ тапсырды, айтып бүйтіп, бір 3-4 сағат сол емханада жүрдік. Заттарын тапсырдым, все, давайте деп кеттім, өйткені 1 күннен кейін жаңағы қолына операция жасау керек болды. Сөйтіп жарайды деп үйге барып, енді бір тамақ қазір заказ жасай саламын, үйге кірем дедім де. Үйде болам дедім, үйге келсем, есікті ашып кіріп қалсам, в общем, жаңағы ойыншықтар шашылып жатыр, андай. Дарханның жүрегі әлсіз. В общем, эмоция кірді де. Короче, есікті бүйтіп аштым, жаңағы шашылып жатқан ойыншықтарын қайтадан жаптым да офисқа кетіп қалдым. Жинауға жылан жоқ деймін. Жоқ, неге үй шашылып жатқандықтан ба? Жоқ, жаңағы баласының естеліктері. Үйде ешкім жоқ, үй қаңырақ қалды. Оказывается, ана үй бір күнге маған бермедің? Ойыншықтар жинайтын адам ол енді бойдақ кезде әлі ойнайтын бар ойыншықтарды. Мен айтқым келгені, бойдақ кезде сен үйді басқалай қабылдайсың балалармен тұрған кезде. Үйде ешкім жоқ па? Саған бәрібір, балалар ешкім жоқ, әйтеуір өзім жалғыз боламын деп кайфовать етіп жатасың ғой. Ал отбасылық адам болғаннан кейін үйге келесің ғой, үйде ешкім жоқ па? Керісінше бәрі босақ болады, ішкі дүниеңде бәрі бос болып қалады ғой. Сосын мен жаңағы үйде атмосфераның өте ауыр болғанын көрдім. Енді бәрі нормально, Аллаға шүкір. Просто кішігірім енді операция жасайды, 2 күннен кейін алып кетемін деп. Офисқа бардым, офиста отырмын, балалармен әңгімелестім, бірақ та балалар кеш батты. Ұзағынан ұстап отырмын, ана жаңа тамақ әперіп. Мен бардым еще сол күні. Сен бардың. В общем, жаңағы максимально ұзақ уақыт офиста отырым келіп тұр, үйге қайтқым келмей тұр да. Сөйтіп бәрі қайтып кетті. Сосын отырмын, монтажымды бітірдім, бірақ та не істеймін? Все-таки жинап тастайын ба ойыншықтарды? Тряпкамен шелекті алып. Компьютер қостым, бір фильм көрдім де, сөйтіп, в общем, таңғы сағат уже 7 болып қойды. Офиста қайтқым келіп отқан жоқ, ойладым да, қазір бір 10-ға дейін отырайын, сосын қайтам да, жаңағы чай ішіп айтып бүйтіп қайтадан офисқа келем деп. Сөйтіп, сол жерде отырып ұйықтап қаппын. Бірақ та тарсылдатып отыр. Балалар жұмысқа келіп отыр, сен қонғансың ба дейді, дейді. Мен әлі қайтқым келіп тұрған жоқ. Сосын айттым, уже гигиена бар ғой, үйге барып жұмып келдім де, айтып бүйтіп бір ұйықтап алып, қайтадан жұмысқа келдім. Сөйтіп 2 күн жұмыс жақта жүрдім, в общем. Айтайын дегенім, жаңағы ұлдармен, жаңағы отбасымен тұру дейтін ол 2 түрлі эмоционалды. Үйді кім жинады сонымен? Үйді өздері келді жинады. Жоқ, ойыншықтарды, мынандай коробка бар ғой, ойыншық жинау дейтін. Бәрі үйде домовой бар дейді, соған тапсырып кетті. Жинап ба? Ойыншық коробканы ойнаған кезде бала просто төңкере салады да. Дархан, мынандай сұрақ. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл сен эмоционально байланып тұрсың ғой енді? Иә. Бұл негізі кері әсері бар ғой. Бұл сен енді мейірімді әкесің, әрине жаңағыдай жұбайыңды ойлап, үйге кіре алмадым, анау-мынау. Бірақ салқынқандылық та болашақта керек бола ма екен? Енді сұраға өзі сомнениемен сұрақ. Просто біз бұны кері әсері бар ғой дегенім ғой тоже. Қандай мысал? Мен үйге кіре алмай жүрдім, мысалы, бір айлық жағдайлар болып. Жоқ, енді ол әлем қылатын нәрсе емес қой. Сол моменттегі сезімдер ғой. Мен түсініп тұрмын, мен сұрағым келгені. Ал сен сондай болатын болса, уже амал жоқ, барасың ғой үйіне. Қаншалықты? Бойдақтың әңгімесі. Бойдақтың әңгімесі. Жоқ, сендер түсініп тұрған жоқсың. Қаншалықты бұл романтизировать етіп
айтылу керек па әлде бұл енді қара осы Жоқ, тараптан мен айтайыншы. Мысалы менің әкем қазір 62 жаста. Менің мамам жұмыстан келмейінше біздің шайды ішпейді. Вот ол келет әлі күнге дейін. Оған қызық емес бізбен отырған. Понимаешь, ол мама болмаса бәрібір андай не да. Енді бір-екі әңгіме айтасың, не істейсің енді ары қарай. Бізде андай оны оңашада қалдыруға тырысамыз да. Болды, телевизорды қосады да бүйтіп отыра береді, барады, темекі шегеді, есік алдында жүреді. Бірақ ана сағыныш атмосферасын біз сезіп тұрамыз. Бәріміз сезіп тұрамыз. біздің мама да Тыпырлап кетесің ғой. Мам қай жерде келіп жатсың? Күтіп алайық па? Не істеп жатсың да? Сосын мама айтады, мен қазір базарға солайын деп едім. Мама тасташы, сосын ала саламыз, кеш үйге депші андай. Үй қараңғы болып кете ма, бір бәле ғой. Менде мынандай нәрсе ғой, менде қызым бар, менде аяулы әкемін деген сияқты. Мен жаңағыдай ғой, сондай случай болды, дархандікіндей тұмауратып қалды да енді. Сосын бір аптаға ма неге кетіп қалды, сол больницаға. Как раз қызыңыз тұмауратып қалды. Иә, қызым тұмауратып қалды. Әйел тұмауратып қалса жүре береді ғой. Жоқ, енді жүре береді дегенде үйде жүре бермей ме? Больница жатпайды ғой біздің әйелдер. Бірақ жүре береді, типа ауырып жүре береді деген сияқты естіп қалды. Ауырып? Мен әйелім не ғой? Врач қой. Өз-өзін емдеп алып жүре береді, короче. Сосын мен мысалы мен үйге ауырып келетін болсам, нан ішесің дейді. Үйге кірмейсің ато дейді, болды. Баланы ауыртасың дейтін әңгіме ғой. Дархан сияқты офисте қонбаймын, бірақ жаңа айтып отқаным сол ғой, сендер мен құнсыздандырып тұрсаңдар ғой, бойдақтың әңгімесі ғой деп мен хотел күшті нәрсені. Сендер демей қой, мен ғой просто сен. В целом андай қойшы деп мен просто айтып отқаным. Құнсыздырған жоқпын, сен пікірің надо орынды привыкнуть жаңағыдай салқынқанды болып үйрену. Даниярдың әңгімесін естейміз. Жоқ, енді бітірді. Данчо мысалы ондай пакетке салып алып берді. Жоқ, айта салсыз. Данчо эмоцияға берілген жоқ та, үйге келіп қонып смело жүр дегенім ғой. Жоқ, қашқан білесің ол айтқан жоқ. Да, мен көрмедім просто Данчоны. Мен сол қызым бар ғой, Аллаға шүкір. Аяулы әкем деп басына Аружан дейтін қызым бар, жақсы көремін, өте қатты жақсы көреді екенмін, оказывается, мен қызымды. Енді кішкентай кезінде енді сезімдер болады ондай, бірақ енді мен салқынқанды қарайсың. Мен кішкентай кезімде жаңағыдай көп ұстаған жоқпын қызымды. Типа өйтіп қолыма ұстап алып, о жаным бірдеңе дейтін болған жоқ. Ондай қатты болған жоқ. Сосын аяғынан тұрып жүріп кеткеннен кейін әде қылық шығарған сайын сүйкімді бола береді ғой. Мен қазір қызым таңертең 6-да кетеді да жұмысқа. Оқиды да, енді жаңағыдай частный школда оқиды да, Аллаға шүкір байым ғой досым. Сол 6-да кетіп қалады да, кешкісін 6-да келеді сабақтан. Ол сабаққа барғысы келмейді, жылайды таңертең. Өйткені енді почти жұмыс істеп жүрген адам сияқты ғой, таңертең кетіп қалады, өзі әкеліп тастайды. Соған мен қызымды қазір мен андай қылып оятамын, арқасын сипаймын кәдімгідей, андай қылып массаж жасап, андай әлемдегі ең сұлу қыз ғой деймін ғой, күліп оянады ғой, короче. Енді душқа мен оны арқалап апарамын, сондай. Сенбесеңдер мөлдірден сұрасаңдар болады. Мен всегда апарып душқа түсініп не істеймін. Мен қызым өте қатты ерке и капризный жаңағыдай. Бірдеңе деп уже оталмай жатқан машиналар сияқты болып сөйтетіні бар. Я сол жаңағы Астанадағы случай ғой, кезде Астанада тұрамыз. Мен қызым Астанада дүниеге келген, Аллаға шүкір. Сол неде барша қызық қылып отқан ғой, кешірім сұраймын. Соған тұмауратып жатып қалды. Тұмауратып жатып қалды. Сол кезде жаңағыдай сезім дархандікіндей болады ғой. Келіп больницаға келіп тастадым. Сосын осындай айтты. Мен бірақ өзі андай ощущение болып тұрды. Ой, қазір енді смел, PlayStation ойнаймын, бірдеме деген балдармен ойнап тастадым. И определенно тік уақыт өтті. Маған бір апта жатады ғой. Бір апта үй андай жылы вроде, бірақ салқын сияқты андай. Үйде болғым келмейді. Сондай мен дарханды түсініп кеттім да, досым сондай деген кезде, мә, действительно солай болады дедім. Бірақ сіз үйде қондыңыз. Мен үйде қондым. Өйткені өзі офис болған жоқ қой. Ондай офис болған. А PlayStation-да қондырмайды. PlayStation-да қондырмайды. Үйде өзіңіз тамақ жасап, доставка ғой. Өзім де заказ бере аламын, өзі тамақ жасап аламын. Данчо қатты еркелетеді қызын. Мысалы біз жұмыс барысымен әңгімеде отырамыз, көңілсіз болып қалған жағдайлар болып қалған кезде қыз оны солды, жаным күнім айым күнім, вообще Данчо. Просто андай болады, сөйлесіп отырасың ғой. Қырылып ұрысып отырасың, не біз бүйтпейік па, сөйтпейдік па? Жаным бастап кетесің ғой. Күнім айым бірдеңе. Андай сөздер ғой, қоспайтын кушкана машкана шушкарара сондайларға. Сол, кстати, мен соны Қайрат Әділгерейден жиі байқаймын ше. Поканай деп кетіп қалады ше. Ол бағанасы жоқ дүниеге келген кезде сол бір түсініксіз тіл пайда болады өз миыңда. Еркелетілуге. Переизбыток эмоций шығар, иә?
мүмкін Иә? бірақ ол мүмкін андай да шығар, бала бір дүниеге келеді бірде сөйлей алмайды ғой, соның тілін табатын шығарсың, может мынандай сөз түсініп қалуы мүмкін деп. Өйткені новый тіл шығарасың ғой. махаббатын жеткізе алмайсың ғой тілмен, сол кезде шығып бастайды. Сосын андай ғой, кісі маған алдына айтады. Часто қандай сөз айтасың Данжа? Машкарай, шашкарай ғой, машкарай, сондай, сосын андай не бар ғой, мысықсың ба деймін, я дейді, мяу дейші десем, мяу дейді өзі, сондай үйретіп қалған ғой. Сондай сөздеріміз бар, коронный, арқасын сүйіп жаңағыдай висет алдында, машкарай, шашкарай деп қатты еркелетіп жатса маған дейді ғой, бүйтеді маған. Ана жаймен ескіріп жатыр ма? Иә, ескіріп жатыр, папа қуат. Ол всегда айтады бәріне, қонақ келеді ғой, папа қуат. Сіз қалай еркелетесіз? Менікі кускамана, кусканана, енді каскаляна. бір жақ Данжа, Дархан, кошкамана, мошкама қалай еді? Сіздікі? Кошканай, Сіздікі кускамана. Ол ар жағында бір примерно қандай сезім жатыр ар жағында, не нәрсені меңзедіңіз? Бүкіл махаббатың ғой, сол біз қызға деген махаббатың, сен жақсы көріп, умаждап, бетін шымшып сүйетін ғой, сол ғой. Сол соны сезімдер қатты жақсы көріп, Кстати, сондайға шейін алып кетеді. балаға дейтін в целом махаббатты басқа сезіммен салыстыруға келмейтін сияқты. Себебі сен мысалы анаңа дейтін махаббат, ол анаңа дейтін үлкен, енді маман ғой, ол сезім басқа. В общем, олардың жаңағы бөлімдері бөлек тұрады. Әйеліңе дейтін махаббат, тағы да бір ағаңа дейтін, но балаға дейтін, ол еме жоқ, но дейтін жоқ ішінде. Бәрібір, кез келген жағдайда, кез келген положениеде жақсы көре бере аласың. Иә. Мынандай сұрақшы, сіздер өз баланы жақсы көресіздер. Бала дейтін атау ұғымды ма, әлде жеке меншік баланы? Мне кажется, бір ол сен собственный болған үшін жақсы көретін сияқтың, солай қатты. Өйткені барлық баланы бірдей жақсы көрмейсің. Менікі болған үшін ғана. Менің ішімнен шыққан. Жалпы өмірде балажан емессің, бірақ өзіңнің балаң болғандықтан. Мен жалпы кез келген баланы андай сүйкімді балдар болады ғой. Получается, сіздер баланы емес, жеке меншік болғаннан кейін жақсы көретін сияқтысыздар да, получается. Адам солай сияқты. Мен кішкентай балаларды жақсы көремін жалпы. Ойнатқанды, көтергенді, балажанмын. Ал өзіңнің қызға келгенде енді сен өзіңдікі вообще. Вот видишь, сол өзіңдікі деген сөз бұл жерде рөлөнейді. Совсем бөлек. Оказывается, сондай екен психологияда. Мен мысалы қазір енді қызың өсіп келе жатыр ғой. Қыз өсіп жатқаннан кейін уайымдар көбейе береді ол. Мен қатты уайымдаймын қазір. Машина оқуға жетті ма, жеткен жоқ па, келе жатыр ма, бүгін қандай настроениемен келеді, ауырып қала ма, соны ойлаймын мен уже. Ар жағын ойлаймын. Бірдеңеден естіп қалдым екен, біреумен сөз естіп қалдым ма, кеше қолын қысып алған да тырнағы аударылып қалған ғой, бір бала қолын қысып жіберген екен, короче. Сіздің реакцияңыз? Тұрған кезде есік тарс қысып жіберген, сол анау екі ортасынан қалып қалған, ол шыңғырған ғой. Мен қызымды білем, ол қандай не айқай тудырған білем мен ол жерде. Примерно елестетіп тұрмын, кеше оның қолын қысып алса. Иә. Тем более бонус оның үстіне да. И сондай қысып алған, Аружан қолын анау мынау деп не звондап тұр да. Сосын не дейсің, болады ондай случай. Біз мектепте талай қыздардың қолында қысып алдық қой. Сондай нәрселер болады. Біз қызбен ойнадық, қыздармен істедік мысалы, сөйлеп жүргенде неше түрлі қармен шомылдырған қыздар болды мысалы да. И ол бала ретінде түсінесің оны. Ата-ана барған айтты, не істейсіздер, келесіздер ме? Келгенде не істейміз барғанда? Бала ғой ол. Иә, қазір кешкісін келеді ғой, доставкамен, сол кезде көреміз ғой деп. Ана ауылдың саусағын дайындап тұрмыз, еске келесіздер ме? Еске жапқан. Осы ретте сұрағым келіп тұр. Сіз болашақта қыздарыңызға өздеріңіз сияқты жігітті тілейсіз бе? Алдында айттым ғой мен. Иә. Дархан, иә деп. Бірімізге қойғамыз. Бірге қойғамыз. Иә. Өзің сияқты жігітті ұсына аласың ба деп досыма қойдым. Мен бірақ Дархан досымды егер өзі сияқты жігіт кездеседі десе, мен иә деп айтамын. Өйткені мен Дарханды түзде де, күзде де, күндізде де, түнде де көріп жүрген адам ретінде айтайын. Өте. Сіз ше? Мен өзім совет бермесем. Неге? Бере алмаймын. Ешкімге айтпайды, жария айтпайды, әңгімелерім көп, сондықтан да лучше. Ал қазіргі уақыттағы күйіңізді де ма? Иә. Мысалы, жас кезде болады енді, кішкене қылық басқалай болады. Қазір иә шығар. Осы күйіңіздегі бір жігіт болса? Иә шығар, и то. Я деп түбегейлі кез. Менен лучше жігіт кездессе неге тамаша мысалы. Жігіт дейтін нәрсе ауыр маған бар ғой. Анау қазір ертең жүреді жігітпен дейтін кезде вообще қорқынышты құрсын. Ондайды ойлағың келмей ма Данжа? Жоқ, вообще ойлағың келмейді. Мен енді мына жерде Галадан сұрағым келіп тұр. Галаның қарындасы бар. Нұрмаханға сұрақ қойып. Нұрмахан аузын ұйып қалмасын, тамаша. Андай резинка алып береді ғой. Кәсіби магазиндар. Эспандер ма атын? Андай жағаласып сөз бөлуге болады. Әдемі отыр. Мен күшті қойып қайтсам болды, мақсат арманым дейсің. Мен АСМР жасап отырайын. Сіз неге мукбэнг түсірмейсіз деп ойнап
Аузыңыз күшті ғой десін. Көзімді аламай отырмын. Гала, ау қарындасыңа мысалы енді аға ретінде өзің сияқты жігітті мен қалар ма едің? иә мен всегда айтатын бұны неткен кезде енді возможно образно бүйтіп угорать етіп неше түрлі әңгіме айтып жүре беретін шығармын, бірақ мен қарындасым өзім жақсы жігітті қалайтын едім и өз қызыма да Қыз болашақ болашақ қыз алла жазса болып жатса егер болып жатса мен 100% сенімділікпен айта аламын өзім сияқты жігіт бұйырса мен өкінбеймін. Гала Грин Папа өйтпеге тіледің десе кезінде. Папаның сенің әкеңнің қарындасыңа деген отношениесі қандай? Андай бөліп жару жоқ па? Сен ұл баласың, сен шыдай тұр, қызым мен саған бәрін берем деген сияқты бір андай бөліп жаруды байқамайсың ба? Мен всегда айтамын, қарындасым есімі Торғын, Ақторғын. И мен Торғын, короче, менен 11 жас кіші. Ол бірінші классқа барғанын көрдім, садик кезінде мен алып кетіп жүрдім, и мен оқуға түстім, одан кейін қалай өскенін білмеймін мен. Жылына мен айтпақшы, өзіне де айтамын всегда, үйге барғанда да айтқан кезде мен сен қалай өскенін білмеймін деймін. Өйткені жылына 1 рет келесің, 2 рет келесің, бір келген кезде 6-та, бір келген кезде 7-те, бір келген кезде 7-ші класс. 8-де. Санау білсең логично бәрі. Иә, 7-ші класс бітіріп Жыл сайын келіп отырсам 1 жас қосыла береді ғой. 7-ші класс бітіріп жатырмын дейді, көке, там мен студент болдым, турецкий колледжге түстім. Фук мен андай, ей Торғын деп не алмай қалдым. Өспе пока. Иә деп Мен келе жатырмын ғой. сөйтіп өскенін көрмей қалдым. Мен көрдім, бірақ андай қанып өскен жоқпын, көрген жоқпын. И сөйтіп папа тарапынан енді шынына келгенде папа бізде андай балажан, бірақ андай сөзбен эмоциямен, бірақ бір іс жүзінде ой менің жаңағыдай базовый нәрсе ғой, мен сені асырап отырмын, тамақтандырып отырмын, болды, осының өзі мен үшін қамқорлық. Кетсін теңге қойып тастаңдар. Иә, ол арғы 80 болмай тұр ғой. Иә, 80 болмай тұр. Арғы заманнан енді қазіргі бір инстаграмдағыдай әке емес шығар, скорее всего, бірақ ол үшін сөкпейміз, оны всегда айтамыз. Типа бір жүріңдер, апта сайын театрға кеттік, қызым бірдеңке миллениалдарға мәңгілік арман болып кететін шығар ол. Бірақ енді қарындасым былай 2000-нан былай болғаннан кейін оған кішкене басқаша болып қалуы мүмкін, әрине. Бірақ Торғында оны түсінеді, ешқандай несі жоқ. Бірақ енді жылына 1-2 рет бір қыдырып нетіп тұратындар бар. Қызын қатты жақсы көреді. Қызы жаңағыдай тұрмысқа шығу андай әңгіме болса, біз айтамыз ғой, мен негізі үйде любой тақырыпта ашық сөйлесе беремін. Сосын айтсам, папа осындай болады, осындай дайындалу керек деп. Папа бірден жылап қалады. Үлкен мужик қой. Сол тақырып қозғалған кезде ма? Айтқызбайды, жылап қалады. Осы күнге дейін алай айтады, күйеу бала үйде тұрады деп иіс сөйлейтін. Күйеу бала қызын Сен үйіңде тұруға жарайды. Боқта жазасың ба? Бөлмесі көп. Галаның үйінде менше любой күйеу бала тұрғысы келеді деп ойлаймын. Жоқ, андай папа всегда сөйтіп айтады. Үйде тұрады. Айтпаңдар, яптырмайды бұл тақырыпта деп сөйтеді. Бірдеңке болса сөйтіп шығады. Данияр сіз? Мен қарындасым бар. Қарындасым. Біз үйде 3 ағайындымыз. Туалет үйде де бар, сыртта да бар. Аллаға шүкір. Иә, менің ағам бар, қарындасым бар. Қарындасым тұрмысқа шыққан. Шиелі деген жерде тұрады. Шиелі көріп отырсыз, жалын сәлем. Пул чудес қылып жіберсең. Сол қарындасыммен менің әкем строгий адам ғой, өте қатал адам. Бірақ сол кісінің бір жібіген кезін көрдім. Сол қыз менің қарындасым тұрмысқа шығып жатқан кезде. Ұзатылып жатқан кезде, иә? Қалай болды? Ұзатылып жатқан кезде. Андай бұрышта жылап тұрған кезде андай ей деп қаласың ғой, андай әке емес пе едің, мені боқтап ұрмайтын ба едің, сізге не болды? Көрсеткісі келмей ма еще? Көрсеткісі келмейді, андай әке ол сондай ғой, всегда әлсіздігін көрсеткісі келмейді ғой, өйткені жалғыз қыз да ұзатылып жатыр ғой енді. Сол кезде жаңа әкеге айтамын, ана жерде әкенің рөлін более сәл мен атқарып кеткен сияқтымын ана моменттерде ше. Сосын арақ салып жібереміз ба құдалардікіне деп андай бір папа айтады, совет үкіметінің адамы ғой енді, бір не арақ салып жібереміз айтты, папа айтады, папа жолға кетіп бара жатыр кішкене да деп андай құттай болып қалған кезде бә күлгем сорада. Сосын ана күйеу баланы шақырып алып бір-екі ауыз сөз айтсам ұят бола ма екен деп андай. Сол айтамын, не айтқың келіп тұр, айт, ортаға сал, сөйлес, че енді күйеу балаң ғой деп. Сол кезде папаң айтқан сөз ұнады маған. Қызды берді, мен Аллаға шүкір, бізде көп внимание бермеген шығар, әке ретінде может да. Біз еркелеткен жоқ, үшеуміз де ерке болып өскен жоқпыз. Бірақ өзінің орнын біліп өсті барлығы. Қыз бала қыз, біз осыған шейін арайлым ғой есімі. Бірдеңе бүлдірді, бірдеңе мынандай болды дейтін, артынан вообще жаман сөз ермеген
сондай аллаға шүкір деп айтамын, сондай қарындас бергеніне. Сол шел деген жерге шығып бара жатқан кезде жаңа айтып жатыр ғой, тапсырып осындай қызды бердік, ары қарай енді біз сендердің семьяларың араласатын адамдар емеспіз, бірақ менің қызым сондықтан деп ана күшті сөздер айтты, мен миым қорытпай қалған. Жаттай үлгермеген ба? Мен жылап қалдым сырттағы тұрып. Да, жыладың ба? Иә, мен жыладым. Қарындасым ұзатылып жатқан кезде мен жыладым. Мен де жылайтын сияқтымын қарындасым. Бірақ енді мен өзім қызымды ұзатылатын моментті мен елестете алмаймын. Оны кәдімгідей мен байқаймын, бір жігіттерден сұраймын ғой, нервничать кетеді, айтпашы олай деп ше, мен айтамын, ол қыз ғой, бәрібір ертең кәмелеттік жасқа толғаннан кейін ол по-любому жігітпен сөйлеседі, киноға барады десем, жап аузыңды дейді да, прям тыңдағысы келмейді, анан елестетіп бара жатыр ғой. Мен айтамын, қой дедім құрсын десе. Болмай ма? Олай? Болады ғой, всегда. Сіздің Мысалы құда болайық деп айтқандар болды достарымыз арамызда. Жоқ, жеке ол ертең тұлға болып қалыптасады ғой, мысалы универге барады, сол жерде жігіттермен мысалы жігіттермен сөйлессем, білейін, ол нәрсені біз по-любому не контрольда ұстай алмаймыз ғой. Сол ғой. Ал біз ол үшін тек сырттай тілекші болып отырамыз ғой. Осында жаман жолға түсіп кетпесе екен. Мен мысалы қызға всегда мен Аружанға айтамын, мынау жақсы, мынау жаман, мынау дұрыс емес. Өзің қалай ойлайсың деген сұрақтар қоямын өзім. Мынау нәрсе істейін деп тұрмын папа десе, сосын әр нәрсені рұқсат сұрап алады. Мына алсам рұқсат па, плиз әке деп андай өйстіп, не істеп. Соның мынау дұрыс, мынау бұрыс емес екенін где-то үйде әйтеуір ақылым жеткенше айтып отырамын. Кейбір жерлерден түсінбей қалатын болар өзі де. Бірақ барынша папа бүгін мас дейді. Бірақ менше таңғаламын ғой, всегда әке қызға нәзік болып келеміз ғой енді. Мен де қыз ғой енді, тек нәзік біз мысалы, бірақ менің әйелім мен қызымды бар ғой өлтіріп салады ғой кәдімгідей ше. Андай шапалақпен тартқан кезде ше, асыра болған жоқсың ғой вроде деймін да. Бұны қимаймыз ба? Бұны қимаймыз. Өйткені қыз ұрып жатыр ғой, әке ұрып жатыр десе. Жоқ андай ғой, тыңдамай қалады ғой. Полдылар сондай сияқты бір-біріне. Жоқ, тыңдамай қалады ғой. Есіріп кетеді. Анау мен оны ұра алмаймын. Мен арқама келіп тығылады. Мен көтер, сосын мен екеуміз бірге жылап отырамыз подъезде есікті алдында. Жоқ, андай мақсатта ғой енді, өлтіріп ұрмайды ғой енді. Жаңағыдай ұрған кезде тәрбиелеу мақсатында, жақсы көру мақсатында бір-екі шапалағын береді, мұрны ғана батады десе. Қалжың ғой. Неге андай? Дейміз. Как будто таяқ жемеген дейді. Әке сөзі оқ, ана сөзі боқ дейтін мақал бар ғой. Типа әкең оқ болып қалып кетеді екен. Ұрса да деген секілді. Да, сондай сөз. Мен қарындасымды бірақ менен кіші по-своему қорқады. Біздің таяқ жеген кезімізді білмейсің, білсең ғой. Ойбай, примерно білемін, мен түсінемін. Сен таяқ жедің ба? Мен тоқшайнектің сымын білетін шығарсың. Жоқ, до того ондай заттар ұшқан жоқ. Бірақ кстати, иә. Кутинмен сап қалғандар бар. Мынандай сұрақ. Сіздер айтып отырсыздар ғой, Данчо қатты қызын еркелетеді, Дархан да қатты қызын еркелетеді. Бізде енді пока что жоқ. В целом қатты еркелеткен дұрыс па? Мен былай енді қызды иә. Жоқ, енді мен айтқым келгені былай таныс құрбыларым бар. Таныс қыздар біреудің қызы деген секілді. Слишком жаңа уже қатты еркелеп көнбей кеткен возрастта уже көнбей кететін не бар андай. Ата-анасына көнбей кететіндей жағдай болады да, енді кездесіп жататын жағдай ғой. Сол осы тұрғыда прям шексіз еркелеткен дұрыс па жалпы қызды әлде бір шексіз дегенде любой нәрсенің арасында деп тұратын керек па? Әр нәрсеге баға беру қиын, егер де сен сол процессте болсаң. Мысалы, шеттен баға беру оңайырақ. Себебі егер де саған қонаққа бір отбасы келсе, сен оның баласының ерке емес екенін ерке немесе ерке емес екеніне баға бере аласың, өйткені сен сырт көз болып қарайсың. Бүйтіп айта аласың. Маған қатты еркелетіп жүр, неге бүйтіп айтпайды деп. Бірақ сен өзің ата-ана бола тұра балаңды қандай деңгейде еркелетіп жатқанын сезбейсің. Соны айтқым келіп тұр да. Мүмкін сол себепті сен қазір біз қаншалықты еркелетіп жатқанымызды сендер ғана айта аласыңдар сырт көзден. Мысалы, мен қаншалықты қызымды еркелетіп жатырмын немесе еркелетпей жатырмын бір деңгейде дегенге мен баға бере алмаймын. Себебі мен процесстегі адаммын. Заинтересованное лицо дейтін бар ғой. Біз сондаймыз. Мысалы, Данчо да білмейді қаншалықты еркелеп жатқан. Но сен примерно сезесің, еркелетіп жатырмын. Иә, қызым ерке екенін түсінесің, но ол асыра сілтеудегі еркелету ма, әлде қаншалықты екенін біле алмайсың. Поэтому сен жаңағы сұрағыңа біз андай адекватты түрде жауап бере алмаймыз ғой. Жоқ, сен еркелік қандай жастағы еркелікті айтып? Мен айтып тұрмын, сол үлкейген кезде оның кері әсері тема. Өйткені мен айтып жатқаным кездегі адамдарды шақыру керек ол кезде. Шалдарды солардан сұрайсың қалай болды. Жоқ, енді қай құрбыңды айтып жатсың деймін, ол қай
возрасттағы адам қаншалықты хорошо 18-15 жаста алайық 15-18 25-ге дейін ну жалпы енді ересек өмірге просто бар ғой андай семьясы қатал болып бірақ өзі емін еркін өсіп кеткен қыздарды да танимыз ғой. Просто арасында бір қатал болып тұру керек сияқты ма? Ал еркелеткен бірақ күшті қандай ай мына қыз бірінші байға тиіп кетеді дейтін қыздар бар ғой класста. Бірақ солар четкий оқып, білімін істеп жұмыс істеп кететін қыздар бар. Сондықтан да оның болашағын бүйтіп угадать ете алмайсың по-любому. Таныс, ну енді бір туыс деп айтпай ақ қояйын жақын, бірақ таныстарымыздың бір қызы өте ерке болып өсті, енді где-то құрдас болып. Бірақ андай кейін любой моментте қатты еркелетті енді бала кезінен білеміз. Кез келген уақытта үйінен кетіп қала салады, бірдеңке бөлек тұрамын дейді, қайтып келеді. Әке шешесі ана нете алмайды уже. Контролировать ете алмайды, игере алмайды. И өздері айтып отыратын білемін, ай осы қызды қатты еркелеттік деп өздері таяқ жеп отырады да, всегда үйге келген кезде де бір әңгіме айтып қалады. Ай осы қызды бүйтуіміз керек, ай осы қызды кезінде Нұрмахан сәл тыю керек еді деген сияқты. Сіз енді екі қыздан кейінгі кенже ұл ретінде сіз білетін шығарсыз, қаншалықты еркелеу, еркелемеу. Әке махаббаты сізге жетті ма? Мен мысалы үшін негізі былай иерархия бойынша ең кенжесі ерке болуым керек. Сақтардан тараймыз десең. Заңдылық бойынша, де? Иә, заңдылық бойынша мен ерке болуым керек. Бірақ мен просто подкаст нақты есімде да мені кәдімгідей 5 жасыма дейін ғана еркелетті. Еркелеткені кәдімгідей бітті ма? 6-ға толды, еркелетпейміз, тоқтатамыз. 6-12-ден асып пашыл. Жоқ, мынандай болды кәдімгідей. Мен как раз 6-та күн бататын еді ғой. Жаңағыдай алатын нәрсе, мынаны жеймін деймін ба, тыйым болған жоқ. Қалай мектепке бардым? Мен 5 жасымда барғам, айтпашы мектепке. Бардым. Юкреске қатыстың. Бәрі тоқтады ғой кәдімгідей. Уже серьезный әңгіме кетті ғой. Лимит бітті ма? Лимит. Санкция ма? Жаңағы 5 Ол жасқа қалай дейін. сезілді мысалы сізге? Физикалық Мен тұрғыда. қалаған ойыншықтарымды аламайтын болдым. Ал мен мынандай болдым. Мысалы үшін 5 жасқа дейін мен мынандай болдым. Магазинге барамын да просто жинаймын. Әке шешем барып просто кассаға өзі төлейді. сенде әке шешең магазин болған шығар. Кейін сен бірге болды. тоғанай сатып жүрген шығар. Кейін болды. Ойыншықтардың бәрін үйге жинадым ғой. Ойыншықтарды аласыз, ата-анаңыз барып төлей салады. Төлей салады, Ешқандай сұрақ қоймайды. Мүлдем. Өте бақытты болған. Өте бақытты болған шақ болған. 5 жасқа дейін сезіледі ғой. 5 жасқа дейін сондай болды. Қалаған нәрсенің бәрін алдым да. Мен қай кезде сездім оны? Ана Дэнди дейтін нәрсе шықты ғой. Мен соған жете алмай қалдым ғой. Өйткені мен жаңа мектеп жасқа кетіп қалдым да. Дэнди кәдімгі бүйтіп көз алдымнан бүйтіп кетті ғой бүйтіп. Соңғысы ма? Иә. Жоқ, Дэнди дейтін нәрсе ауылға бірінші рет келіп тұрды да. Ол андай әлі ашылмаған кездер ғой, андай бір жерге барып ойнайтын. Дэнди түсіндіріп жіберіңіз, Дэнди дейтін Sega. Sega емес, Sega дейін. Иә, білем ғой. Мынандай джойстигі Жоқ, бар. білем ғой. Segaға дейін. Иә. Ойын аппараты телевизорға жалғанатын. Ойын стимуляторы. Иә, стимулятор. Сонымен ойнайсың. Ол симулятор деңіз. Стимулятор ол сәл басқа нәрсе. Симулятор. Иә, симулятор. Стимулятор. Сәл білім жинап отырмын. Жөндеп бөлетін шығармыз. Т деген әріпті жақсы көремін да. Тұрақтылық қой. Содан ойын стимулятор. Ауылға бірінші рет келіп тұр, кәдімгідей ауылға ондай нәрсе келу жаңалық. Иә. Сонымен маған әпереміз деп айтып қойған бірақ. Сонымен кәдімгідей үйде жиналыс болып, бұл балаға ойын ондай қажет емес, сабағын оқысын деген. Компартияның шешімі бойынша бұл балаға Дэнди қажет емес. Ауылға келген көп коробкалердің бірі ішінде маған тиесілі біреуде болған ғой. Нұрмаханға деген, иә? Иә, ол кәдімгідей менің еркімнен тыс кәдімгідей магазиннің полкасына қойылды да бүйтіп. Бағдат дейтін бір. Сөйтіп мен түсіндім. Мен содан кейін мынандай ойын ойнау, джойстик ұстау дейтінді мен 30 жасыма дейін не істеген жоқ. Әке шешең ренжіп сосын үйленбейсің ба? Дэнди алып бермейсің бе? Не үйленбейсің дейсің? Дэнdiді қойып тастаңдар. Или сол кезде үйленемін. Сен үйлен, мен Дэнди подарок етемін саған тойына. Әпкелеріңіздің еркелігі қандай болды? Ол есте бар ма или жоқ па? Ол кезде жалпы менде мынандай нәрсе болатын. Мен өзім не болдым, бөлетімін. Ұлдың жұмысы, қыздың жұмысы деп. Өйткені үйде жаңа екі жыныс өкілі де болды ғой енді. Теңдік болды ма? Сіз бөлдіңіз ба? Иә, мен өзім бөлетін. Қора соғу қыздардікі, ыдышу менікі деп. Сондай кетіре болсам. Бірақ оған ешкім бағынбайтын болды ма? Иә, міне, мен әкешем сол жағынан бүйтіп орнына қойды да, типа, ондай бөлінбейді, бәрін істейсіңдер деп. Қызда, ұлда. Иә. Мен сиыр саудым ғой. Содан кейін міне, мен екі әпкемде мектеп бітіріп қалаға оқуға кетті ғой. Үйдегі жаңа ұл қыз деп бөлінетін, өзім бөліп жүрген жұмыстың бәрін мен істеп кеттім. Сиыр сау,
от жағу, сыпыру, Сенің тазалау. мойнында сиыр сауы жүн Дәл солай. сенің мойнында. артық барда не қызық болып отыр ма? мен мысалы сиыр саудым дейді да хотя бізде сиыр болған мен не сауып жүрмін. А мен Көрші сиырларды. Назарбаевты Бірақ тоқтайтын. мынандай нәрсе, Мен алдым. әкем мен қыздарының Сен саудың ба сиыр? қарым-қатынасы әкем мен менің қарым-қатынасқа қарағанда жақындырақ болды. Жақсырақ. Қалай қалай? Иә, жақсырақ болды. Ұзату кезінде қандай болды? Жылады. Иә. Мен вообще папамның ондай эмоцияға берілген, сезімге берілген көрмегем ғой. Мен жақты ғой жаңа мына. Иә. Мен боқтағанды да көрмегем, сондықтан да мен өмірде боқтамаймын. Нұрмахан бізде менде андай мысал жоқ. Үйде біреудің боқтап жатыр деген үлгісі жоқ. Жоқ, мысалы көшеде бала болып ойнаған жоқсың ба? Ойнадым ғой. Бірақ балдар боқтамайтын болды ма? Боқтайды. Данча бұл сразу осылай Тәрбие туылған ғой. басқа тәрбие. Жоқ, мәселе мынандай. Үйдегі заң үстем болғандықтан мен ана нәрсе фильтр ғой. Дендейді алып бермегенде не деп айттың? Басында жылайсың ғой. Қабат Нақұстар дедің ба? Жоқ, ондай емес, просто жыладым мен неге ой. Бірақ андай оның компенсациясы басқаша болатын. Қандай? Ауылға келетін ең бірінші джинсы шалбарды мен кием. Ондай анда мектепке мен жақсы киініп барам. Қытайдан салып жіберген кезде Нұрмаханға деп әбден тұрады дейді. Сондай бір Алматыдан, Бішкектен келетін товарларды Нұрмахан деп тұрады. бірінші несі моделі мен киіп барам. Тренде болғансыз ба? Ауылда мектепте жаңалық басталады. Ана кім Мұханның баласы бар ғой, сол джинсы киіп, джинсы дейтін шалбардың несін киіп жүр екен. дефицит кез ба ол Ауылға джинсы қашан келеді екен деген кезде Нұрмаханды аңдып жүреді ғой бәрі ше. Сосын ана біз Нұрмахан гол кетіп барады. Гол кетіп барады, кемеп тұр әлі. Нұрмаханның поступление қашан? Түрсете келмеген ба? Бізде ауылда мына тойларда видеокамера дейтін нәрсе жоқ кезі ғой. Сол кезде сақтайтын ба бәрін? Иә. Фото болатын. Фотоға түсіретін. Мен әке-шемнің несі, тойы. Бір очканы алады да ми таза. Содан жаңа біз жақта тасқа қашайтын бүйтіп. Мені басқа нәрселермен сөйтіп. Олар ми таза бір очканы алады, иыққа салып алады да. Қара ёпты байым. Қара. Жан-жаққа қарама. Жаққа қарап ал. Жақтап алдың ба? Болды. Ана бала ұйықтап қалады. Екінші баланы. Ұлтой дейтін жасайды. Бала 7-ден асқан кезде. Ұлтой дейтін не ол? Ұлтой дейтін бала қазір оның бір атауы бар. Жоқ, ол Пішпе той? Ол қандай? Сүндет той ма? Балаға сатып береді ма? 7 жасқа толған кезде ер баланы, ұл баланы атқа мінгізу дейтін бар. Ол сен айтып отқан ол бізде 5 жасқа дейін болады. Бізде де? Ол сүндет той. Иә. Атқа отырғаныңызда ауыртпау керек қой. Иә. Сол Бір кезде жылдан кейін отырғызу керек па? біздің ауылға бірінші рет видеокамера келген менің ұл тойыма. Жаңағы Бағжан Октябрьдің әкесі келіп музыка. Өктем Алтаяға. Иә. Сіздер не сіз бай тұрғансыз ба? Негіз бай тұрған. Бай тұрған ғой. Негіз бай тұрған. Бұл әкесі бар ғой, қақта оқыды? Шри-Ланкада. Жоқ. Қарағандыда, Москвада, Франкфуртта оқыды. Франкфуртта оқыған ғой. Олар совет үкіметінің кезінде Франкфуртта оқу дейтін. Қандай маман иесі? Бухгалтер. Бухгалтер. Үш жерде 3 мамандық алған. Мияшы жүрген. Жоқ, андай ғой. Қазір мияшы жүрді. Оқи берген ғой. Оқи берген ғой. Мемлекеттің несіне, сосын шетелде. Жоқ, бухгалтерлер ол кезде емес па? Чық емес па, иә? Соны үш жаққа бар. Жоқ, қазірдің өзінде елдің бәрі Франкфуртқа барып оқып жатқан жоқ па? Қазірдің өзінде. Жоқ, мен де жаңа айтып отырмын ғой. Сол кезде қолжетімдірек болған сияқты ма? Франкфурт ба? Иә. Сен егер бір жерде жақсы оқысаң, жаңағы направлениемен сол жағынан. Иә. Содан? Мен жаңа айтқым келіп отырғаны ойыншықпен мені қалауымды қанағаттандырмаса да сондай дүниелермен компенсация жасап отырған. Бонустар болды ма өзінің? Иә, жаңағыдай. Ең жақсы киім, 10 мың жиналып бұлының ұл тойында осылай жасап береміз. Жаңағы мысалы үшін Алтаевтар ансамбль деген ол кезде дүрілдеп тұрған біздің ауданда. Колонка болған жоқ па? Колонкадан дүрілдеп. Жаңағыдай ол ұл тойды балкон дейтін кезінде совет өкімет кезінде кино болған. Ана балалар дейтін ба? Иә, сол жерде Тілеу Ақанбаев дейтін біздің ауылдың тумасы басты кейіпкер болып ойнаған ғой. Сол кісі келіп тамада болып жүргізген жаңа ұл тойды. Сондай нелері бар енді. Видеосы бар ма? Видеосы бар. Рилс қылып салмайсыз ба хотя бы? Мен біреуін ғана салдым жаңағы мен камераны көрсетіп тұратын. Тура осы тұр ғой. Тура осы тұр. Енді тура осы тұр тек 5-те. 95-ші жыл бұл. Сол кезде де үйленуге мүмкіндік болды да. Сотырмен. Мен несін салғам, жаңағы Бағжан Октябрьдің әкесі Өктем Алтаевтың кіріп келе жатқан несін салып қойғам. Өзі мезгіл қандай, октябрь ма, ноябрь ма?
қазанның октябрьдің 7-сі. 6-сы, иә? 6-сы Бағжанның туған күні, 7-сі бізде той болып отыр. Күшті. Бағжан өзінің ұлының туған күнінен гөрі бұл жақтағы заказ важнее болған. Жоқ, менің әкемнің достарының... Сен өкте мағана поставить етіп жүрдің ғой, важнее болған ғой деп. Үйлеріне қырылып қалмасын құрсын. Ойбай, кешіріңдер. И бірақ жаңағыдай еркелету жағынан, не жағынан тоқсызды. Қыздарына жақын болды да, папам. Біз папам екеуміз андай өте нақты и серьезно ғана сөйлесеміз. Нақты сөйлесесің бе? Қазір де солай ма? Сіз ғой. Қазір. Нақты әңгімелер ғой бізде. Кстати, сіз деп сөйлесесіз, иә? Сен? Сіз деп сөйлесем, бірақ арасында сен деп те болады. Галаның, мен ойлаймын, Гала біреу жолдас боласымен сөйлесіп отқан болар, қырылып деп ойлаймын, кейде ше, үйде жатқан кезде. Енді қосаңыз деп жатқан, мен сөйтсе папасы екен. Мен папамен ситуация байланысты күштарласып кеткен ғой. Мен дос сияқты сөйлесе беремін. Мен қыз жайлы да сөйлесе бере аламын. Мен өлім жайлы да сөйлесе бере аламын. Қыздан кейін өлім. Мен папамның прошлый қате кемшілігі, ол менің қате кемшілігім. Мен андай үйде әке шешеден андай қорқу емес, сыйлау бар. Бірақ андай мен мынаны айтпай қаламын деп қорқу нәрсе жоқ. Бас біреуді ұрып жіберсең де айт, смело сөйлесе беремін. Бастысы шыншыл болу, иә? Не жоқ үйде, қысылу жоқ. Сіз? Мен осыған шейін сен деп келгенмін ғой. Әкеңізге сен деп, сен дегенде прямо сен деп сөйлеспейсің ғой енді. Жоқ, кейбір жерлерде сен дейтін наоборот андай не, иә? Керісінше жақын тартқан сияқты. Жақын тартқан адамдарға деп айтады. Бізде семейде солай. Иә. Бірақ сосын содан кейін қазір осыған шейін папа деп келдім мысалы да, и кейін әке дегенге өзгерттім. Папа дейтін андай бір қолданыстағы сөз болып қалған ғой. Папа бүйтшіш, папа үйтшіш дейді. Әке дейтін сөзді бір важный нәрсе, үй сыйлайын деп жатқанда, машина сыйлайын деп жатқан кезде айтады ғой. Әке, мен сізге подаркым бар еді деп сол кезде ғана айтады екенбіз, тойда болмаса да. Сол нәрсені күнделікті неге айналдырып, маманы анашым деп айтып, соған енді басында кішкене қиын болады андай. Тәрбиелеп алдыңыз ба? Тәрбиеледім деп айтуға келмейтін шығар, бірақ именно сол сөздерді айтуға осы тірі кезінде анашым деп, әке деп айтайын деп сондай шешімге келіп айтып жүргенім бар. Басында ыңғайсызданды енді, әке, ассалаумағалейкум. Өйткені бірақ мама да всегда бүй деп айтатын ғой. Әкең келатыр деп айтады ғой. Бізге осы сөз андай қатты алыс болған жоқ. Әке деп айтып кету оңай болды да. Ал анашым деп айтамын. Мама әкең келатыр десе, папаң тұрады да. Шешең келатыр десе. Сөйтіп отырады бір-біріне. Ондай болған жоқ, тек әкең келатыр болды ғой бізде. Біле білсеңдер, бұл дүниедегі ең бақытты әкеммен Гауһардай 3 қызым бар. Естеріңде болсын, мен сендерді қандай болсаңдар да жақсы көремін. Дархан? Мен мамама сен деп сөйлеймін. Біз енді әкеміз мен 6 жасымда дүниеден өтті. Одан кейін мама күйеуге шыққан жоқ. И біз сен деп сөйлейміз мамаға. И бізде кішкентай кезімізде андай қалыптасып қалған. Енді біздің туыстардың арасында ол бүкіл семей, бүкіл шығыста ондай емес шығар. Бізде былай, мамадан кішкентай адамдарды біз сен дейміз. Мамадан үлкендерді сіз дейміз, в общем. Сонда мама авторитет шкаласын көрсете ма? Иә, енді бізде енді сөйтіп өстік қой енді. Енді көбінесе дүниеден өткеннен кейін әкем нағашылар жаққа больше жақын болдық қой, сөйтіп өстік. И бізде сондай болып кетті, қалыптасып кетті. Маманың сіңілдері бар ма? Оның бәрі сен. Біз онан кейін өсе келе жаңағы ой тоқтатып өзімізше ағамызбен ақылдасып, біз екеуміз де отбасыда туған ағам бар. Сіз деп сөйлейік деген сияқты бір енді жаңағы енді өстік, уже оларда жас кісілер емес, 50-ден асты, 60-тан асты. Сіз деп сөйлейік деп едік бір ретінде. Сіз деп едік, бізге ұрысып. Кім ұрысып? Жаңағы сіңілдері ғой, мамам сіңілдері. Мен бөтен адам құсап, сіз деп, в общем, мен бөлек шығарайын деп отырмын. Иә. Бізде солай жаңағы Гал айтып кетті ғой, Гал айтты ма, кім айтты? Кейбір өңірлерде бізде сен деген адамдар ол жақынырақ болып саналады.
біздің біздің миымызда қалыптасып қалған мамадан үлкендерді енді білмеймін, қазір мен ойланып қарасам, мамадан үлкендер сіз дейді екенбіз, мамадан кішкентайларды сен дейміз, маманы да сен деп айтамыз. мынандай случай болған ғой менде, әңгіме қызық болса. Мына жақта қызық сұрақ қойылды. Қызық сұрақ қойылды ма қандай? Айтыңыз, ой, сіз ғой сіз. Бананада. Ақыры күлдірттім сендерді. Кешеден бері тырысып жүремін сосын. Бананада дейтін әзілді. Басында біздің мөлдір жақсы қыз ғой, негізі. Әйелім. Жеңгеміз. Басында емес, жалпы. Жеңге. Жақсы. Өзім құрдасым бір класста бірге оқыдық қой, 1-ші класстан бастап. Жеңге керемет, тамағы. Бір-біріне қарама-қарсы үйлерде өскен. Еще көше кішкентай. Мантыны күшті істейді деп естідім. Иә, біз жедік. Соған есіріп 3 күн қатарынан дайындаған ғой кеше. Сол мақтағанға ма? Ет таусылды. Иә, үйде қазір паста жеп отырмыз десең. Сонымен мөлдір басында маған дәке деп қуды ғой. Мөлдірше. Типа сіз деп сөйлеп ше. Иә. Ол сіз күндіз сіз екен. Түнде сіз болмайды екен түнде. Иә, былай жүрші деген сияқты. Иә, сол сияқты. Ағы жүрші деген сияқты. Иә, енді натайға кетесің ғой түнде. Сол сен... Жоқ, оны сезген айтсаңыз күшті ғой. Сіз деп басында істеді. Маған мөлдірдің бір сөзі ұнайды, маған тұрмысқа шыққан кезде бір сөз бар, әлі есімнен кетпейді. Сол сөз жоғалып кетті кейін кездері. Қай? Абыройым түскесін ба? Мен сені жақсы көремін деген ба? Арамызда бірден бар сияқты деген. Иә, нан турайында атсам үйде ең кринжовый әңгіме. Мынаны нелерін қойып қойыңдар, аваларыңа. Нан турайында атсам, нанды бер дейді. Мен сендерді құрыстырамын. Нан турайында атсам, жоқ бүйтеді. Нанды сен табасың дейді, ал мен турайын дейді. О, это сильно. Что ғой? Мылтық бар? Тері мылтық бар ма деген сияқты. Досым, мен ішімдегі Данияр бар ғой, жаңа бұрышқа шығып кетті өлетін қасында дейтін. Сол Данияр шығып кетті далаға. Сосын мөлдір қумашеш деп сөйтіп айтып жаңа. Сіз бұны қабылдай алмайсыз ба деген сонда? Мен қабылдай алмаймын. Маған шынайы емес сияқты ол әңгіме. Маған бір түрлі. Жоқ, енді ойлашы, бала кезде бірге өскен адам ғой. Досым, Үйленгеннен кейін Біздің үйде осындай әңгімелер қабылданады нормально. Сендер үйде вилканы яқтап шақтырып тамақ ішесіңдер, біз үйде ондай емес қой. Мына қасық тамақпен қантқа кетіп қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Сондай семьядамыз ғой, Аллаға шүкір. Жоқ, мысалы бізде андай ғой. Ол жаңағы үйренісуге байланысты әркімнің, мысалы үйленген кезде мен өз отбасымда болған бір ережелерді алып келем. Сен әйелің өзінің үйіндегі ережесін алып келеді. Сөйтіп кейбір ережелер шегеріліп қалады, кейбіреулер қабылданады ғой. Бізде мысалы былай болатын. Шай ішіп отырсың ба? Шай құйып отқан адам қолы бос емес па? Шайды сен құйып аласың. Иә. Солай болған. Нормально, иә. Иә. Ол нормально. Мен үйде өзім құямын ғой. Постоянно. Иә. Ал мен құтқарыңыздаршы десең. Жаңа келіншегінің үйінде енді мен әкесі, Айданың папасы. Сен папаң. Иә. Имне ғой? Военный кісі. О жақта шайды мен қоямын десің. Военный кісі всегда пистолетпен жүреді. Мен шай құямын. Өзім құя қойған дұрыс емес па? Жоқ, о жақта енді ережелері бойынша мамасы үнемі шай қояды екен. Енді Айдан айту бойынша ешқашан әкесі көрмеген. Егер де үйде мамасы болса, міндетті түрде. Мысалы қазір енді үйленгеніңіз бойдақ кезде шай құйып айтпай жүре береді ғой. Мысалы кішкентай қыз бар. Ойына да кәкетіп қояды, жуу жеру керек, емізіп отырады, бір ыңғайсыз момент болады ғой. Шай бітіп қала ма, мен бір моментте тұрып құйып бастаңыз, кәдімгі ренжіді. Типа Айда ренжіді. Иә, Айда ренжіді. Кәдімгі көңіліне алып қалды. Мен отырмын, если даже емізіп жатсам да, қалай болса да мен шай құйып берем деді. И мен одан кейін уже былай қарасаң түк емес қой. Вообще ренжитін нәрсе емес. И мен келдім, қазір инайда бүйтіп отырамын. Шай бітіп қала ма, күтіп отырамын. Шай деймін, иә, жұмыстарын бітіп кәдімгідей бастың ғой. Вот енді қызық. Оған солай комфортно. Оның тәрбиесі солай, оның өскен. И ол ереже бізге енді. Мысалы, жеңеше ұйықтап отырсашы, күтіп тұрасың ба қасында? И мен оған бізде үйдегі ереже мынандай болатын. Бізде ешқашан тоңазытқыштан тамақ алып, ағам екеуміз жемегенбіз. Бізде бүйтіп айтатын. Жейтін тамақ дастархан қоямын деп айтатын мама. Желінетін дастархан тек дастарханда тұрады. Бізде ондай әдет қалыптаспай қалған. Холодильникті ашып бір нәрсе жеу дейтін. Ондай ол кайфты білмейсің ба сонда? 12-де тұрып, иә, ашып салып. Холодильникті ашып сүйкеніп. Егер де мысалы жейтін нәрсе болса, кеміретін тіске басар нәрселерді ол үйтіп алмаймын. Енді сусын болса аласың ғой. И мен Айдаға да соны айтамын. Холодильникті бір ретінде енді қарасам, фрукты жоқ екен да, алма жегім келіп кетті. Жоқ, жарайды, жоқ.
Өйткені менде дастарханда жоқ, миымда сонда қалыптасып қалған. егіп бастадым. Иә. Балконға ма? Сөйтеді де енді жарты сағаттан кейін дастархан жеді. Алма үйіліп тұр ма? Жарты жылдан кейін жедім. Мен дүкенге барып келдім ба десем, жоқ. Имене тұр дейді. Шірсей деді, шкафты ашса ары қарай саябақ болса. Иә. Сосын мен айттым, огород жоқ, холодильникті ашқан ғой. Сөйтсе дарға мұны қоршылама не? Ары қарай кете берсе, алма, банан. Фруктыдың қоятын жаңа айтатын секторы астыда ғой былай. Пакеттермен жүріп мен бүйтіп ашасың да напиток алдында шей салдым, допустим. Или колбаса бүйтіп тұрса, возможно, бүйтіп жей саласың. Но имеется в виду жаңағы тор алатын кейбір нәрсе бүйтіп қопару дейтін жоқ. Сосын мен айттым, менің отбасымда ондай болмаған. Егер де мен түсінігім бойынша дастарханда нәрсе бір зат тұрмаса, значит ол менің миымда жоқ деген сөз дейді. Өйткені менде қалыптаспаған жаңа холодильникті ашып қопарып тексеру дейтін. Сосын деп түсінді, и ол получается бір нәрсе алып келсе, холодильникте тұрса, жуып дастарханға қойып қояды. Мен сол жерден ғана жеймін. Вот мысалы, егер де ол отбасынан жаңағы шай қоюдың ережесі келсе, мен мына жақтан былай келдім. И ол кейбіреулер қабылданады, кейбіреулері ассорти болып шығады. Просто мен жаңа айтқым келіп жатқаны, әйел адам егер болмаса, еркек адам тез қартайып кетеді дейді ғой. Жаңа әңгіме шықты ғой бана басында. Просто мен мысалы үйге келемін, қазір менде тамақ дайын тұрады, чай дайын тұрады. Ол жаңағы Өйткені мен дайындап кеттім деші кетемін. Орамалын дайындап, жуып дегенші. балсақ бәрін түйіп, манты бәрін. Жоқ қандай шүкір енді осындай әйел барына деп айтайыншы. Енді просто андай айтқызбай ғой барлығы дайын тұрады жаңағыдай бірдеңе чай рис киіп тұрады. Ол сіздің просьбаңызбен болған нәрсе ма или өзінің тәрбиесі? Жоқ, Мөлдірдің әкесі сондай кісі. Жоқ, ол андай тәрбиеден солай келген шығар. Жазира, ол тәрбие ма дегенде ол базовый нәрсе ғой. Үлкен жоқ, просто әр үйде әртүрлі. Мен қаламда адам өліп қалмас үшін тамақ істеу керек қой. Күйеу болсын, болмасын, әйел болсын ба, еркек болсын ба. Рестораннан ше салайық дейтін әңгіме болуы мүмкін. Я ненавижу. Рестораннан ше салайық дейтін әңгімелер көп еститін заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Иә, сол сияқты жаңағыдай бәрі четко. Салфетка беріп қойыңызшы қыздар. Сосын андай бүйтіп қойдым, ананы сөйтіп қойдым, тамағың ана жерде жұмысқа кетіп бара жатса, жұмыста жүрсе, сол сообщениемен бәрі так, анау тұр, мынаны бүйтіп қойдым, ана дайындап қойдым. Сол уютқа үйреніп қалғанбыз. Мен киім дайын тұрады, тамағың дайын тұрады, чайың дайын тұрады. Содан кейін жаңағыдайға еркек адам егер әйел адам құдай сақтасын болмайтын болса, тез қартайып кететінді содан бір белгісі шығар деп ойлаймын. Мысалы, менің бір құрбым чай құю ренжу дейтін мәселе менде де сенде болды менде сондай нәрсе. Мен тұрмын ғой, мен мына жерде құяйын деп отырмын ғой, не болды анау деген кезде. Жарайды жаным. Жарайды, отанасы. Жоқ, бізде мысалы үшін айтайыныз. Осы теманың несінде ғой жаңағы шай құю дейтінде. Иә, аясында. Мен айттым ғой, екі әпкем мектеп бітіріп оқуға түсіп кеткеннен кейін үйде бүкіл обслуживающий персонал мен болдым да. Официант, повар. Әке-шешем азанда жұмысқа кетеді ғой. Пылесос барлығын сен атқардың ба? Мен бірақ әлі күнге шейін негізі тамақ істей алмаймын. Бірақ жұмыртқа қуыра аласың. Біреу чай құйып алса, бірақ біреу чай құйып алса ренжимін дейді. Мен не істеп жатсам да құяды, не үшін қойды? Сен де қойма. Мамам азанда дайындап кетеді, бірақ жұмыстан тек кешке келеді. Папам үйге жұмысы жақын болғандықтан обедке по-любому келеді, мен бәрін дайындап қоюым керек. Мен сабақтан келемін, соны дайындап қоямын, папама жаңа шай құйып мен отырамын. Мен папам да жаңағыдай мына кісілердің атасы ма, күйеуінің, әйелінің аталары сияқты тәрбиеде өскен кісі ғой. Жаңағыдай өздігінен ондай нәрсені істемейді. Картанеміз, Картанеміз қазір. үйін тік жүрмейді. Так, Қарағатына неміз. Козыргімде, деп ше. Папасын істейміз дархан. Бұл норма ғой негізі, иә? Норма. Негізі біздің әкелеріміздің буыны сол заманында өскендер үшін ол қалыпты дүние. Қазір әркімнің өзінің ережесі бар ғой жаңағы. Жоқ, құймаймын десе де ренжімейсің. Жоқ, мен мысалы үшін айтып тұрмын, солай шай құйып өсіп, дастархан дайындап өскеннен кейін маған ол нәрсе жат емес. Иә, незападлы маған да өш. Бірақ мен мысалы үшін қазір үйден енді басқа қалада тұрып жатырмын ғой. Барамын ғой, мен аны қабылдай алмаймын, маған бүйтіп жүгіріп жүргенше. Мен осы жерде жұмыс істегенмін дейсің ба? Яғни бір қонаққа барсаң да бәрі внимание саған берсе қысылып қалады екенсің. Өйткені мен де қарындасыма дейін мен үйдің кішісі болдым. Мысалы үшін мен әпкем үйіне барсам мен жиендерімді жұмсаймын. Әпшемді емес, жиендерімді жұмсаймын да. Жоқ, не істемеші? Сендер бар, дайындаңдаршы, шай қойыңдаршы деп. Қазір қолдарыңызда қызым карточкалары. Бұл жерде блиц сұрақтар. Тақырыпты айтып ба?
аштық конечно, вообще сіз күшті аштыңыз. Енді қазір блиц сұрақтарға жауап берейік та. Сосын жирный бір кринж историялар болса, детстводан әкеге қатысты или сестраларыңызға қатысты, или просто өзіңізге қатысты, там бұтыма түсіп қойғам деген сияқты. Соны айтып Просто айта саласың, вот с этого момента ол кринж емес, ол стабильный нәрсе ғой. Қазір қолдарыңызда қызым карточкалары, блиц сұрақтар. Ерлердің көзқарасы әйелдер туралы нені түсінбейсіздер? Әйелдердің көзқарасы ерлер туралы нені түсінбейсіздер дейді. Ерлердің көзқарасы әйелдер туралы нені түсінбейсіздер? Әйелдер туралы. Вот Гала, сен бойдағы адам ретінде осы сұраққа өте күшті жауап бере аласың деп ойлаймын. Әйелдер туралы не түсінбей жүрсің сен осы уақытқа дейін? Түсінбеу ма? Так, не нәрсені? Мен осы түсінбеймін деп басталатын әңгімелер ғой. Мен осы түсінбеймін дейтін. Әйелдер не түсінбейді? Мен мирында не түсінбейді әйелдер? Енді былай айтайын. Мен білетін, мен естіген, мен өміріне көп кездескен жағдайда неге енді мен енді Инстаграм заманында өмірге келдім ғой енді где-то енді ересек болған кезде Инстаграм, ТикТок, анау қаптады, ВК деген секілді. В целом әлеуметтік желімен өмір екеуі екі түрлі екенін типа андай ғой, қыздар эмоциямен неге шешім қабылдай бересіңдер, неге эмоцияға беріле саласыңдар, где адекватность, где жаңағыда статистика осымен бүйтіп сөйлеу керек қой, салыстырып. Ақылға салу. Иә, неге ақылға? Енді барлығы үшін деп айта алмаймын мен. Также мен танитын, мен ситуацияда болған сәттерді ғана еске алып осыны айтып отырмын. Неге жаңағыдай реалист болмайсыздар. Көп жігіттер реалист болады негізінде. Реально шешім қабылдайды, реально ол бар ма бар, жоқ па жоқ, болмай тұр ма болмай тұр, бола тұр ма болады деген секілді. Жауабын айтайын ба? Иә, неге реалист емессіздер? Мынандай түсінік бар. Әйел сезім, еркек шешім дейді. Жоқ, енді мен түсінемін ол. Бүкіл эмоцияға қатысты нәрселер ол әйелге тән да. Ол қуанып. Это не оправдывает көп нәрсені. Мен мысалы эмоциямен. Жоқ, көбінесе деген. Көбінесе. Ажырасып кете салыңдаршы дейтін бір еді. Жоқ, андай ғой. Біреу екі жолдас бала қырылып жатса, біз братанның айтатын сөзі бар да. Ажырасып кете салыңдаршы. Сол сияқты. Жоқ, мен түсінемін. Мен әрине эмоцияны шығарып алыңдар, беріп алыңдар, әрине, сосын барып реалист болу керек. Хорошо, эмоцияны беріп алыңдар, сендерге берілген табиғаттарына сондай қасиет шығар, бірақ реалист болу керек деп ойлаймын көп жағдайда. Жұбың табып алған кезде оның бәрі қалатын сияқты. Сол ғой, ғашық болмаған адамның әңгімесі сияқты. Жоқ, сендер вообще түсініп тұрған жоқсыңдар ма сонда? Мен түсініп тұрмын. Неге Данчо сен неге ол мәселе ғашық болудан болмаудан емес. В целом ол өзін жұбын табайын таппайын емес, мысалы ол. Просто сен қазір екі жыныс өкілін бір формулаға сыйдырғың келеді. Жоқ, енді мен солай айтып тұрмын ғой, мен айтатын, мен ер тарапынан деп сұрақ қойып тұр ғой. Мен типа екі жақтан емес, мен ер тарапынан соны айтып отырмын. В целом екі жақтан емес, мен өз тарапынан айтып отырмын. Сен просто ұрысып кетпесін деп прикол ұстап отырып қалды. Жоқ, ода емес, приколда емес мәселе. В целом, ол важный нәрсе емес, Галажан айналайын. Жоқ, сендер раз уж онда мен де приколмен жауап бере салайын дегенім ғой. Жоқ, мы просто кешіріңіз. Все, кешірдім. Болды ма? Болды. Мен оқиын ба? Иә. Маған мынандай сұрақ. Деңгей алған жоқсыз ба? Ғашықтық сезініп көріп, өзің туралы нені түсіндің? Сіз вообще ғашықтық сезініп көргенсіз ба? Негізі ғашықтық дейтін ол махаббатқа дейінгі процесс қой. Қандай керемет айтты. Дұрыс қой, ғашық болады адам, бірақ ол бір ғана тараптан болатын нәрсе да. Бір ғана бір жақты. Ол махаббат. Екеуі бір-біріне кетсе, уже махаббат. Ал бір жақ қана болса, ол ғашықтық. Яғни бір адамнан шығып жатқан қызығушылық сезімі былайша айтқанда. Мен не түсіндім? Мен студент кезімде жыл сайын бір қызға ғашық болатынмын. Сол кезде мен түсіндім да, ол махаббат емес екен. Жоқ, айтып махаббат. 4 қызға ғашық болдыңыз ғой. Үшінші курстан кетіп қалса, 3 қызға ғашық болды. Екінші курстан шығып кетсе, 2 қызға деп. Мен түсінгенім, мен образға ғана ғашық болады екенмін да. Яғни ол адамды мен көріп сөйлесіп бастаған кезде мен уже образын жасап аламын өзіме. Реалистік көзқараспен емес, иә? Жоқ. Содан кейін барып түсінесің да, жаңағыдай махаббатқа жетпейді ғой. Содан кейін сен ғашықтықтан да былай алыстайсың ғой, сол кезде өйтіп қарайсың да, сондай ма дейсің да. Шын ұнатқан қызың неше өмірде?
ондай хит деген сұрақтар ғой. өзіңіз қойдың де. Супер. ол Жәке, менің тек жұбайым ғана. Ұлттық арнаның жауабы. Екі канал түйісті. Ұлттық арнаның жауабы. Мен сұрағым қойсам драйвпен бастап кетсең саған келген кезде. Так, қай сұраққа жауап берсем екен, бауырлар? Таңдауға болатын бет, неге қиын сұрақ? Так. Некеден туылған бала сенікі ма десе. Изменаны дұрыс деп айтыпсыз дейтін сұрақтар болса. Махаббат туралы естіген ең ақмақ орынсыз кеңес деген не ол? Махаббатта, отношениедегі ең күшті. Мен андай случай болған, ол шайыңмен айтқам, бір братан болды да ауылда. Любой ауылда братан болады ғой негізі. Сол ауылда ағамыз бар жаңа, анан идеал қылып қойғанбыз ғой көшеде. Көшеде анау любой қыз сынады ол жігітке. Любой. И өзі андай армиядан келген, андай качки беріп жүреді. Армиядан келгенде бір 2 ай болған, әлі качки беріп таңертең жүгіріп жүрген братан ғой. Шашқият еще. Сол братан бір қызды сындыра алмай жүремін ғой, ше. Бір қызды сындыра алмай жүремін. Сол кезде где-то есімде сол. Соған тұртта братан соны ақыл кеңесінде айтсай деп ше, қала қызды қалай сындыруға болады деген сияқты. Мартта ма сол кезде туфлимен жүрмін. Күн салқын ба бірдеңе. Сол қыз бір қызға баратын, алыста тұрады сол қыз. Мартта ма? Білмеймін, туфлимен жүрмін. Мартта, 8 марттарда андай күн андай болады ғой. Аяз Ни туда, қатып, ни сюда кішкене ма? туда, ни сюда. Жағдай нашар болды ма? Аян туфли болды. Соған барып ана айтты да. Значит, қыз ғой. Өлең гитара тартып, ән айта аласың ба деді. Жоқ дедім. Анда өлең жаттауға ше дейді. Иә деді, онда менде бір жақсы өлең бар. Соны оқып берсең деген. Где то сондай өлең жаттап алғам жаңағындай бітпей өлең жаттап алғам. Раймбек жаттап алған ма? Қыз шыққан. Амандастым ба, білмейсің, өлең бастап кеткен ғой. Өлеңде андай, бірақ андай қылып не сияқты, поэзия сияқты оқымай жатырмын ғой. Сана ұмытып қалмайын деп мектепте тақпақ сияқты. Көзін жұмағансың. Көзін жұмағам. Ұмытып қалмайын деп айтып арылдатып. Сөйткеннен кейін ана қызда хабар жоқ. Сөйтіп ең өмірімде кеңес болды санадай, онша емес кеңес болды, короче, махаббат жайындағы. Осындай бір история, кринжовый история болған сондай. Ана братанға содан айттым, братан өлең әсер етпейді деген басқа өлеңдер бар. Данияр, қай өлең еді сол? Есімде жоқ. Примерно. Жеті оқимыз ба? Енді братан өз жазды ма өлеңді білмеуім де мүмкін. Нақты бір Мұқағалидікі, болмаса Абайдікі деген сияқты. Негізі гимн болған бізде. Жаралған намыстан қағарған халықпыз деп па? Сондай бір кішігірім. Келдім ғой саған бүгін вторник деп Может, олай да болуы мүмкін. Дархан, сізде сұрақ. Менде жұмбақ сұрақ екен, өте андай күлгін ванильный сұрақ. Жұбайыңның ең сүйікті сөзі және ұнатпайтын сөзі дейді. Сүйікті сөзі. Ең сүйікті сөзі ботам. Себебі мен сөйтіп айтам. Күшті болған, білесің ғой? Үйде ботам деп айтады. Андай еме жоқ. Дархан досым жасыл жалауын алып келейін бе? Адамдар тұр ма, қонақтар бар ма, андай ұялып кейбіреулер бүйтеді. Негізі күшті. Жаным деп айтқаннан гөрі ботам деген күшті. Кейбір адамдар былай да, отбасылар үйде күйеуі бар деп ойлап бір-бірін екеуі ғана жүрген кезде балалардың көзінше еркелетіп сөйлейді, бірақ қоғамға шыққан кезде бөтен адамның көзінше Жанар, Сәбит деп жүр. Аида, Дархан деп сөйлесіп кетеді да. Мен ойымша иә, көрсете салу керек. Типа біздің арамызда осындай қарым-қатынас, осылай атаймын. Сіз елдің көзінше ботам деп айта бересіз. Ботам деп айта беремін мен, иә. Күшті ма? Иә, үйде де. Ал ең ұнамайтын сөзі? Ұнамайтын сөзі ол енді Аида. Базар жоқ деген сөзі ұнатпайды. Себебі андай базар бар ғой десең. Чотам ше. Неге ұнатпайтын оның себебі бар да. Мен сөйлескен кезде енді сәл баяғыда базар жоқ алғанда қатыстың ғой. Содан емес па? Ұшып кеттім ғой. Көбінесе балалармен сөйлескен кезде көшен тілімен сөйлесіп кетеміз. Жаңағы базар жоқ та бар, чотам да бар әртүрлі. Мен базар жоқ деп бір нәрсеге айтқан кезде Аида маған бір жаңалық немесе бір нәрсе мен таңғалған кезде базар жоқ деп таңғаламын. Немесе бір білмеймін базар жоқ анау быт-шыт болып кетті. Сол көп қайталай берген бір период болды өмірім. И осы сөз оған сіңіп кетеді ғой. Тоже жаттап алады. Бірақ оған жараспай ма? Иә, ол бір күні телефонмен сөйлесіп тұрған, мен бір нәрсе айттым ба оған, тұрады да базар жоқ деп шай ішіп отырар. И оған вообще базар жоқ деп еміз отыр. Иә, оған жараспайды.
қазіргі уақытта сол ана сөз паразит сөз ғой енді содан құтыла алмай жүр. Менің ойымша вот ұнатпайтын сөз ол сол базар жоқ деген сөз менің ойымша. Шемішке бар ма? Шемішке бар ма? Ой, осындай. Мысалы, айт. Иә, Жоқ, болды. Шутка болды. Шутка болған, қазір ол шутка емес ол. Так. Мынандай сұрақ. Орынсыз ақыл айтатын адамдарға қалай жауап бересің? Мен барынша пассивный агрессия көрсетем. Ол кейде жылынып кетеді, андай көрініп қалады, бетіме шығып кетеді. Кейде өте шымшып алып, сөзбен шымшып алып, күліп отырып ше. Сондай пассивный агрессиядан кетуі мүмкін. Бірақ жалпы тура сол сұрақты өзіне жобалап қайыр жіберем. Типа мысалы қашан күйеуге шығасың деген сияқты. Сіздер қашан өлейін деп жатсыздар деген сияқты. Саған онда қоймау керек енді сұрақты. Иә, андай не ғой, енді менің қауқарымда емес нәрсені менен тәпіштеп сұрай берген, біріншіден это не ваше дело ғой. Неге менің жеке өмірім біреуге аса қызық? Менің отбасылық жағдайым. Ол танымайтын адамдардан. Иә, танымайтын адамдардан. Ал туыстарға да примерно солай жауап беремін. Пассивный агрессия жоқ, мен олай айтпаймын. А чё бір не қажеттілік болып жатыр ма, тойға барғыңыз келіп тұр ма, или мен сізге кедергі жасап жатырмын ба деп қоямын. Ол жағынан маған әкем жақсы бір воля беріп қойған, абырой деп айтсам да болады. Менің қашанда дастарханның басында болсын, туыстың арасында болсын, мен ойымды тіке жеткізе аламын, жеткізе берем. Және ешқашанда өзімді ол үшін кінәлі сезінбеймін. Мен солай жауап берген кезде папа соның артын былай жапқан. Егер де біздің үйде сондай бір өзгерістер болып жатса, біз өзіміз айтамыз. Содан кейін ондай артық сұрақ қойылмайтын болды, керісінше тілек айтылатын болды. Негізі сұрақ қоюдың бететті, мысалы, бір үлкен кісілер өзінің сондай сұрақ қойғанын былай ақтап шығады. Біз саған жақсылық тілеп сұрап тұрық қой дейді. Жақсылық тілеп тілек айтуға болады ғой, сұрақ қоймай-ақ. Сондықтан қазіргі уақытта біздің туыстардың, жақындардың арасында тілек айтылады. Биыл той болсын, жаңағы адамдар өзінің жұбын тапсын деп айтады, болды. Бірақ тікелей Жазира осы үйден тезірек кет, күйеуге шық, бұлай жүргенің болмайды, ұят емес па, жасың 30-ға келіп қалды деген сияқты үйтіп ешкіме бетіме ешкім айтқан емес. Сіздің үйге қонаққа барсақ бұйыртса. Ол жағынан не той болсын. Дело статуса шығар еще жаңағыдай енді медийный личность бола берген сайын саған тіке қатты айтуға қорқуы мүмкін. Жоқ, ол бір жағынан да. Бала күнде солай ма? Осындай сұрақтар қайдан шығарасың сен голы? Жоқ, қызық қой. Аса бір медийный емес. Өйткені мен өзінен байқадым. Сенен қандай байқадың? Иә, мен өзінен байқадым. Бұрында кәдімгідей не ететін, қазір енді кішігірім. Маған медийностьта көмектеспейді. Да. Бірақ мен де айттым, типа өткенде таразға барып келген кезде туысқандар айттым, мен айттым енді если что пригласительный келеді көресіздер ғой дей салдым. Мен мысалы ондай сұрақтың бәріне болмауы мүмкін десе. Туыстарымнан келетін ондай сұрақтың бәріне мен кәдімгідей күліп, әзілдеп сөйтіп жауап беремін. Андай не жоқ, мен оларға нетпеймін, ренжімеймін. Өйткені олар ол әңгімені 15 жыл бұрын бастаған, әлі айтып келе жатыр, и менде әртүрлі варианттар жетеді. Уже креативить ете бересіз ғой. Иә, күліп ойнап. Олар агрессировать етіп жатса да, мен позитивно тұра беремін. Так, мен папа бір күні сәл жүзгірандатып келген үйге, досымыз екеуміз үйде ұйықтап жатқанбыз, и папа үйге келеді, қыбыр-жыбыр, қипақтап жүрген түсініп тұрмын да, андай смело келіп тұрған жоқ, бұрында смело келетін ғой. Бірдеңке, короче, арты қуыз, короче. Жүріс-тұрысынан байқап жатық та, жатып қалады, тұрады, телефон шырылдайды, звондайды. Сосын сөйтсек, Патия достарымен жаңағы жүзгірандатқан, ну енді дем алған, қатты да мас емес. Ресторанды лақтырып кеткен ойын походу, кафені ма, балдармен отырып, сондай бірдеңке болған ойын, өйткені звондай береді, папа телефон алмайды. Сосын мен ұйқымнан оянып, барып, телефонды алам, бірдеңке, сіз лақтырып кеттің, кафені администратор бірдеңке дейді, сол папа бағана бері алмай жатыр екен аны. Соны папаны саған звондап отыр деп, папаны ұстап бергенсің ғой, қазір деп. Папа қипақтап, бірдеңке деп айтып жатыр. Содан кейін. Қаншадасың сен? Мен білмеймін қанша жасымда екенмін, бірақ бір мектеп кезі бір 6-шы класс шығар мүмкін. 7-шы класс. Я умныйсың сен сол кезде. Жоқ, енді андай телефонды алдым да, білген жоқпын, звондап жатыр, папа ұйықтап жатыр. Телефонды былай алдым ғой. Значит, ол кешегі 2015 қой. Жоқ, енді
иә былай алғанда дегенде былай алған ғой енді сол кезде. жоқ ол кезде қандай Motorola Nokia ма сондай бір телефон болған шығар мүмкін дейді. Бірақ сен балалық шағың уже бертін келді кешегі. Иә менікі ол шақ қой сендерге қарағанда шүкір жаспын ғой. Былтыр ғой иә. Папаны ұстап берген жағдайым бар. И оны қазір есіме алсам сол кезде бір дап-дәрді мужиктар ғой әлі ресторан кафе лақтырып жүргендер айырады. Мен ол кезде ол кісі Сендерді бағам деп сендерді бағам деп папалар сондай кафе лақтырып ситуацияларға түседі. Сендер бағам деп балдар кафе лақтырып ішіп жүрді. Бала шағамның несібесі ғой. Иә бала шағасының несібесі. Балдарыма көңілді барайын депші. жоқ мүмкін балалар ішпесін деп өздері сондай образда жүрген шығар бүкіл. Ішсең мен сияқты боласың деп па? Иә мен сияқты болмаңдар деген сондай бір жасырын бір не бар сияқты тәрбие. Ол осыған байланысты бар ғой, енді бір неме бар ғой, притча ма, әлде басня ма. В общем, екі ағайынды, туған ағайынды еркектер бар енді. Біреуі ішіп кеткен алқаш, біреуі өте бай бизнесмен да. Сосын ана бір адам сұрайды екен журналист ана ішіп кеткеннен. Неге сен ішіп кеттің десе, себебі менің әкем кішкентай кезімде ішкен деп айтады. Сөйтіп жауап берді. Байдан сұраған ғой. Неге сен бай болып кеттің десе, себебі мен әкем кішкентай кезінде ішкен деп айтады. Сол себепті бір ситуация әр балаға әртүрлі әсер етеді негізі. Иә, міндетті түрде. Мүмкін біз сол кісілердің, сол көршілер болсын енді ішіп хайвай болатқан естіп жатасың енді. Бишара әйелдер үйге келеді, қашып жүруші еді. Сондай Біздің бала кезіміз сондай еді. Соның көрмесін ғой. Тәпішке жалаң аяқ жүруші еді, балалар қасынан жылап, мама деп соның бәрін байди масқара ғой. Қазір қарасаң, қазіргі заманмен қарасаң, көзқарасың. Қыстың күні келеді иә солар иә. Қыстың күні қарызға еще данча спокойно қабылдайсың ғой, ішіп алып та кел үйге жатасың. Жатпаған ба деп ше. Демидор ұл бердім дейтін әңгімелер болатын сол кезде бізде. Ойбай. Мүмкін соның барлығы кері әсерін беріп, біз ондай көзқарасты құптамайтын шығармыз. Мен ойлаймын, заманның қиындықтарын әйел адамдармен қатар ер адамдар да көтере алмайтын тұстар болады да. Және психологиялық тұрғыда олар біз үшін әке болса да біреудің баласы ғой ол да бұл өмір еще бірінші рет баласы екен. Атамның көргем. Қарашы өмірді бірінші рет сүріп жатыр ғой. Ол не обязан осы өмірдің бәрін түсініп бүйтіп робот құсап, значит бүйту керек, оны ақылға салу керек қой деп шешім қабылдамайды ғой. Ода да эмоция бар, ода да агрессия бар, мұң бар, немесе бірақ енді также үйтіп нететін болсақ көп жағдайда бәрін ақтап алуға болады. Ода да эмоциональный бірдеңе маньякты да ақтап аласың деген сияқты. Біз ересек адам ретінде қазіргі возрастпен кішкене түсіністік танытуға тырысамыз ғой. Қазірге дейін жалғасып жатқан жоқ қой, самое главное. Мына нәрсе бар, біз өткен нәрсеге қазіргі ситуациямен баға бере алмаймыз. Иә, қазіргі заммен біз мысалы үшін кезінде Әбілқайыр хан дұрыс істемеген деп айта алмаймыз да. Не үшін барып неге Ресей империясына барып қол. Өйткені ол кезде ситуация сондай болған. Иә. Соған лайықты шешім де болды, иә. Қазір айту оңай мысалы үшін. Дұрыс емес мысалы үшін әлемге үшін орысша соның кесірінен деп айту оңай да. Бірақ ол ситуацияда біз білмейміз. Мен 100 метр жүгіруден бірінші орын алған ғой. Аудан бойынша. Кім қатысты, жалғыз өзің ба? Мен, Илхан Бека бәріміз қатыстық. Пандемия күні қатыстыңдар. Енді мен сол бірінші орын алғаным бар, сосын ерте күні дышы болады. Иә. Ерте күні ауданнан чемпион болып келген, дышы болады. Сол дышыда 60 метрден жүгіру класста. Мен класста ешкім упор көрмеймін. Ешкім упор көрмеймін. Қатты жүгіресіз. Өте. Соған ана қасымдағы балдарын старттан алдық бір 5-6 бала алдық та жүгіріп кеткен кезде ана балдарын озып кеткем соншақты. Ана балдарға теріс қарап, бүйтіп мазақтап жүгірем деп кейін шешілмей келем ғой. Сен де жаңа герой сияқты флеш болғың келді ғой. Иә. Мен бүйтіп тұрмын, сен флеш. Бірге ол кезде біз мектеп андай бір этаж ондай 700 ретке басыпса да, сол мектепте сен же шал болып барасың, керек емес информация айтасың білесің ба? Сол кезде не болды? Бізде совхоздар бұзылатындай мектеп болып тұр да андай. Андай өйстіп жел қай жерден суып тұр десе, ана асты жоқ мектептің деген сияқты типа. Сол жүгіріп жатқан кезде біз ол кезде бір дышы болса қалған мектепте класстарда да дышы болады, басқа класстың қыздары да тұрады. Сенен үлкен, сенен кішкентай класста қыздар талпа қарап тұрды. Солардың көзінше бір өзімді Усейн Болт болайын дедім. Усейн Болт бір моментте футбол ойнайын деп жүрген жоқ па, сол сияқты. Назар жинағың келді. Жыртам дедіңіз ғой. Жыртам, осып кеттім да, артқа қарап тұрып, деп атқан кезде. Нума. Ана неге бізде андай ғой, асфальт, бірақ ана не тастар шығып тұрған, соған арты ілініп қалады. Құлаған кезде мына жерін жыртылды ма? Сыпырылып, мына терім былай қарады ғой, короче. Жылан болды ма? Бірақ финиш бәрі финиш. 4 қолмен баратын, 4 қолмен. Ойбай.
қызым да бар еш. Бірақ фиништен бірінші. Қаяқтан бірінші? Сен Қалдым мен. ең болмаса 50 метр жүгіріп барып Озып бұрылмадың. кеттім деген кезде соны істеймін деген сияқты қимылмен. Сен екінші метрде істеген жоқсың ба? Дәл фиништің алдында істеген жоқсың ба? Жоқ, құлап финишке бір шамалы андай қалған жерге дейін құлаймын да. Мына жердің бәрі қан. Сол кезде әлі есімде ғой бізден. Бәрі күліп жатыр. Мен ұнатып жүрген бір қыз бар тұғын сол кезде. Сол кезде солда тұра қалады ғой. Иә, сол қыз тұрып қатты күліп жатқан. Тарқылдақ қыздар күліп жатқан. Көз алдында ма? Слоумо болып көрінді ма көз алдыңа? Мына жердің бәрі қан топырақ сүйіп отқан есімде өйтіп біз өзі топырақ себесің қандай бірыңғай. Мен айтпақшы бұрын жараларға яп топырақ. Гена дейді. Қасық жағып қояды. Бір жаманы жүректің жарасына көмектеспейтін. Істеп тұрмай микрофон. Жүректің бірақ жарасына Құрметті көмектескен Green Flag мырза. жүре береді. Енді осымен көңілді уақытымыз Аяқталды. аяқталайын деп жатыр. 29 қаңтардан бастап Қызым фильмі жарыққа шығады. Сіздерді асыға күтеміз. Алдағы уақытта сіздердің пікірлеріңізбен де ой пікір таластырғым келеді, естігім келеді, қалай деген сияқты. Өйткені сіздер де көрген жоқсыздар. Триллерін көрдіңіздер ма? Мен көрдім. Анау бүйтіп перде сияқты нәрсені бүйтіп Әбу Насыр секіріп ашып кіретін соны көрдім. Өте сезімге толы, бір жүрекке ой салатын фильм болады деген ойдамыз. Режиссер Олжас Нұрбай енді барын салып түсірді. Көңілден шығады деген үміттеміз қазір. Жайым солай болсын. Иә. Келгендеріңе рахмет. Үміттерің ақталсын. Мен тамаша көңіл көтердім. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Ең қызықты оқиға болса, комментарийге жазып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Жазира Еркін, Қызым фильмі және интеллигентна қу. Құрметті достар, 29 қаңтардан бастап Қазақстанның еліміздің барлық кинотеатрларынан Қызым фильміне барыңыздар. Өте сезімге толы фильм. Советую, ребята.